Ол зынданда 2 жыл болғанын айтып, өзінің сиқырлы өзегін алып, осы уақытқа дейін 999 шыламды өлтірді. Тағы біреуін өлтіру үшін ол алға ұмтылып, алтын шыламға сүрініп, бүріккіш бөтелкесімен оған абайлап жақындады. Ол шыламды өлтірмек болғаннан кейін, ол оның шабуылынан жалтарады. Сондықтан ол оны өлтіру үшін бүріккіш бөтелкесін пайдаланады, бірақ деңгейі көтерілмейді. Содан кейін ол оның сиқырлы өзегін алу үшін жүгіреді, бірақ оның орнына қызметшінің алтын картасын табады. Ол оның мәртебесін іздеп, Сильфи есімді Валкири класының картасын табады. Ол қуана-қуана картаны ұстап тұрып, мен бұл қызметшінің картасы екенін білдім, дейді де жан-жағына қарайды. Ешкім оның алдына тіке қарамайды. Ол бұл картаны ешкімнің одан алғанын қаламайды. Содан кейін ол осы карта туралы ақпаратты іздей бастайды. Бірақ дерекқордан ештеңе таппайды, және Валкири класының карталары жарты құдайлар болып саналатынын есіне алады. Осыдан кейін ол шығуға бара жатқанда бір топ зерттеушілермен кездесіп амандасады, бірақ олар оны елемейді. Ол олардың керемет сауыттары бар екенін айтады, және оны картаны сату арқылы сатып ала аламын ба деп ойлайды. Содан кейін ол әкімшімен кездеседі. Ол оған жинаған 3 шыламы үшін 1500 иен береді. Ол кетпекші болғанда сирек кездесетін қызметші картасының құнын сұрайды. Оның айтуынша, сирек карталар 1 миллиард иенге сатылады. Ол сирек кездесетін қызметші картасының қаншалықты құнды екеніне сене алмайды. Ол оны шкафында сақтайды. Содан кейін картаның құнын есептеуге тырысып, кетіп қалады. Ғимараттан шыққан кезде ол әлі күнге дейін айналасына қарап, өз қаласының сұлулығына таңданудың орнына 1 миллиардты өте көп деп санайды. Темір жол вокзалында ол үйге қайту үшін пойызын күтіп тұрғанда, достары оған артынан қоңырау шалып, бүгін қаланы аралап, көңіл көтергендерін айтты. Пойызда ол сендердің неге зынданға бармайсыңдар деп сұрайды. Олар оған екінші қабатқа көтерілгенде, оларды қатты ұрып соққан гоблинге тап болғанын және дене шынықтыру үшін сусындарды ішуге тура келгенін айтады. Содан кейін олар одан, сен 2 жыл бойы шаяндарды ауладың деп сұрайды. Сен шынымен жалықпайсың ба? Ол менің бұған өз себептерім бар шығар дейді. Үйге қарай келе жатқанда қыз оны терезесінен бақылап тұр. Ол кешкі ас ішіп жатқанда ата-анасы жұмыс оның оқуына әсер етуі мүмкін деп алаңдайды. Бірақ ол ваннаға түскенде бәрі жақсы екенін айтады. Ол күштірек болу үшін картаны пайдалануды ойлайды, бірақ оны сатса, ол байып кетеді. Келесі күні таңертең ол мектепке барады. Сол кезде сыныптасы Харука шығып, оны қарсы алады. Олар мектепке бірге барады. Адамдардың оларға қарап тұрғанын көріп, олар кездесіп жатқан жоқ па деп ойлайды. Ол артқа шегінеді, бірақ ол одан бір қадамда қалыспайды. Ол неге соңғы уақытта үйге кешігіп келдің деп сұрайды. Ол өтірік айтады. Ол достарымен бірге болды. Дәл осы сәтте Синдзи мен Хаяты пайда болады. Ол оларды қайырлы таңмен қарсы алады. Ол оларды шетке алып, өтінемін, Харукаға кеше зынданға барғанымды айтпа дейді. Ол кеше не істегендерін сұрайды, бірақ олар басқаша жауап береді. Ол оның зынданға барғанын сұрайды, бірақ ол тағы да өтірік айтады. Ол кезде бәрі жақсы екенін айтады. Кеттік. Біз мектепке кешігіп келеміз. Сыныпта ол бұл туралы не істейтіндерін сұрайды. Қызметшінің картасын әкел. Олар оған қызметшілерді тек зындандарда шақыруға болатынын айтады. Сондықтан ең жақсы нұсқа оны сатып байып кету. Осыдан кейін мұғалім сабақ беріп жатқанда, ол қызметшіні шақырған бойда оны сата алмаймын деп ойлайды. Бірақ ол күшейгісі келеді. Сондықтан ол кейінірек камерадан алыс зынданға барады. Ол қызметшіні шақыру үшін картаны пайдаланады. Кенет оның астында сиқырлы шеңбер пайда болып, карта жарқырай бастайды. Бірер сәттен кейін оның алдынан алып періште шығады. Ол оны ұстап алып, жоғалып кетеді. Ол не болып жатқанын білмей аң-таң. Дәл осы сәтте оның алдынан кішкентай қалам соғып, алдынан бір қыз шығады. Ол өзін мұғаліммін деп таныстырады. Мен Сильфимін. Ол тәтті жымиды. Оның қызметшісінің көмегімен құдіретті жынмен күресу арманы орындалмай қалады. Ол өзін тым әлсіз сезінгендіктен өзін құрдымға кеткендей сезінеді. Ол бірдеңе болды ма деп сұрайды. Ал ол, жоқ, кеттік, балақайларды өлтірейік деп жауап береді. Ол, мен шырышты сезіп, оны өзіме қарай жетелеп бара жатырмын, дейді. Ол бүріккіш бөтелкесін суырып алады. Бірақ содан кейін оның күшін көру үшін шыламды өлтіруін сұрайды. Сондықтан ол бір қадам алға басып, шыламға шабуыл жасау үшін өзінің элахи найзағай сиқырын пайдаланады. Бұл оны таңғалдырады. Ол оның өзінен 17 есе күшті екенін түсініп, оған жақындайды. Содан кейін ол оған аш екенін айтып, өзегіне қараса, ол оның шырыштың өзегін жегісі келетінін түсінеді. Сондықтан ол оны оған тамақтандырады. Ал ол оған алғысын білдіреді. Мен өзімді жақсы сезінемін, бар болғаны. Содан кейін ол одан да көп шырышты сезіп, сонда бармақшы болады. Бірақ ол оны тоқтатып, оның сиқырмен аш болғанын сұрайды. Ол иә дейді. Ол осылайша ақша таба алмаймын деп ойлайды. Өйткені ол өзегін жеп жатыр. Оның бір ойы бар. Ол шыламдардың қайда екенін сұрайды. Содан кейін ол бірнеше шыламды өзі өлтіреді. Ал ол тек олардың орналасқан жерін айтады. Бұл оның деңгейін жоғарылатады. Және шыламдармен күресу кезінде оның статистикасын 50%-ға арттыра алатын Slime Slayer режимін ашады. Бірақ ол мұны пайдасыз деп санайды. Өйткені шыламдар ең төменгі деңгейдегі құбыжықтар. Ол оның керемет жұмыс істеп жатқанын айтып, оның көңілін көтеруге тырысады. Бұл оны эмоционалды етеді. Содан кейін ол қазір үйіне баратынын айтады. Ол оған тағы қоңырау шалама деп сұрайды. Ол әрине айтады. Оған картаға қайта оралуын айтады. Содан кейін әкімші оның бір күнде қанша ядро жинағанын көріп таңғалады. Бұл оның бақытты күні екенін айтады. Ол 15 000 иен табыс тапқанын айтады. Кейін бөлмесінде жатып, Сильфидің қаншалықты күшті екенін ойлап,
ұйықтап қалады да Харумен бірге теледидар көріп отырып балалық шағы туралы армандайды. Әкесі тілшіге зындандарға тереңірек үңілуді жоспарлап отырғанын айтқан кезде бұл оны зынданға 2-ге көшуге шабыттандырды. Келесі күні таңертең ол оянып, зынданға жаңа құрал жабдықтармен және Сильфимен кіреді. Ол одан дайынсың ба деп сұрайды. Ол толқып, иә, бұл біздің 2-ші қабатта 1-ші рет болуымыз деп жауап береді. Ол төмен түскенде кетуді ойлайды. Тереңірек барып, Харуканың әкесі сияқты батыр болу үшін зынданның құпияларын ашыңыз. Әрі қарай біз 15-ші жыл бұрынғы оқиғаны көреміз. Ерлі зайыптылар зынданның кіреберісін офицерлер, биологтар, авантюристер және басқа да мамандардан тұратын элиталық арнайы зынданды зерттеу тобымен бірге ашады. Зындандағы құбыжықтар, олар кірген кезде гоблинге тап болады. Қыз, мен онымен айналысамын дейді де оны өлтіруге барады. Артынан тағы бір құбыжық пайда болады. Ал бала оны жою үшін өзінің отты сәулесін пайдаланады. Содан кейін олар оның құпияларын ашу үшін зынданға тереңдей түседі және оны көпшілікке арналған саябаққа айналдыруды армандайды. Бір күні бала құбыжыққа қарай ұмтылғанда ол оны лақтырып жібереді. Содан кейін қыз құбыжыққа шабуыл жасап, оны өлтіреді. Ол баланы құшақтап, сен менің қолымда өле алмайсың деп жылайды. Ол дәріні алып, мен сені құтқарамын дейді. Мынаны іш. Бірақ ол ес-түссіз жатыр. Сондықтан ол оны өзі ішіп, аузына апарып, өмірін сақтап қалу үшін оны сүйеді. Бұл телешоу зындандағы махаббат хикаясы деп аталады екен. Осы уақытта Кайто мен Сильфи 2-ші деңгейге көтеріледі. Ары қарай жүрер алдында қорқыныштан аяғы дірілдеп, үрейленеді. Оның жағдайы жақсы ма деп сұрағанда, ол бәрі жақсы деп жауап береді. Оны тыныштандыру үшін оның қолынан ұстайды. Ол оған көмектескені үшін алғыс айтады. Олар алға жылжып бара жатқанда, ол гоблинді сезіп, оның сол бұрышта екенін айтады. Бірақ оның қорқып кеткені сонша, ол мен жаңа ғана бірдеңе істеуім керек екенін есіме түсірдім деп қашып кетеді. Бірақ нағыз қаһарман ешқашан қашып кетпейтінін түсінгеннен кейін ол миын тазарту үшін маңдайынан ұрып, қылышын суырып алып, "Жүр, мына гоблинмен күресейік" деді. Содан кейін олар тыныш ұйықтап жатқан гоблинге жақындайды. Ол оған онымен күресуді бұйырады. Гоблин оянып, оның сиқырын шабуылға қолданғалы жатқанын көреді. Кайдо олардың арасына кіріп, мұны істеу керек екенін айтады. Бірақ қорқыныштан аяғы әлі де дірілдеп тұр. Ол қылышын бұлғап тұр. Бірақ қылыш шетке шығып, оған қарай жүгіреді. Сондықтан біраз күрестен кейін ол қалқанның соққысына тосқауыл қояды. Ол гоблинді артқа итеріп үлгереді де қылышын бұлғайды. Алайда гоблин қылышын тоқтатып, оны шетке лақтырып жібереді. Ол қорқып жерге құлап түседі. Бірақ оны соқыр ету үшін тез арада құтысын пайдаланады. Ол қаруын көтеріп, алға қарай жүгіреді. Бірақ тек тасқа соғылып қалу үшін. Бірақ ол кездейсоқ гоблинді пышақтап, оны жеңе алады. Сильфи мұның керемет екенін айтқан кезде, ол көзіне жас ала жаздады. Содан кейін ол сиқырлы өзегін қолына алып, жеңіске риза екенін айтты. Дәл осы сәтте шам жанып, оның статистикасы гоблинді өлтіргеннен кейін оның деңгейін көтергенін көрсетті. Ол гоблинді өлтірудің уақытша дағдысын алады. Өйткені ол бір жекпе-жекте гоблинді жеңу арқылы қорқынышын жеңеді. Ол ең болмағанда біз жеңдік дейді. Ол, "Иә, ұстаз, енді жалғастырайық" дейді. Осыдан кейін гоблин оларға қарай жүгірді. Сондықтан Сильфи өзін қорғау үшін темір қабырға жасады. Ал Кайто оған шабуыл жасады. Содан кейін олар басқа гоблиндерге тап болып, оларды аяқтады. Олар жүре бергенде, ол оның бұл зындан туралы бірдеңе білетінін сұрады. Ол жоқ деп жауап берді. Ол бәрі жақсы екенін айтты. Біз зындан туралы бірге біле аламыз. Ол қуана келіседі. Содан кейін ол басқа гоблинмен соғысады және ол өзінің құдайлық найзағайын пайдаланып, оны бірден өлтіріп, оның сиқырлы өзегін жейді. Әкімші таң қалды. Ол гоблиннің 4 ядрасын әкелді және бұл жай ғана сәттілік екенін айтты. Келесі күні таңертең анасы оны оятуға тырысады. Бірақ ол қатты шаршап, тағы ұйықтағысы келеді. Мектепке бара жатқанда, Харука оның ауырып жатқанын байқап, зынданға бара жатқанын сұрайды. Бірақ ол бодибилдер болуға дайындалып жатқанын айтып, бас тартады. Ол оған жалт қарады да, "Менің ойымша, бұлшық ет құрылымы сізге сәйкес келмейді деп ойлаймын." Кейінірек сыныпта ол достарына гоблиндермен күресу туралы айтып береді. Және олар таң қалады. Өйткені олар оның олармен күресетінін ешқашан күтпеген. Ол зындандарға тереңірек үңілгенде өзін сенімдірек сезінетінін айтады. Бірақ олар оны ақымақ деп атайды және Харукаға қарайды. Өйткені ол зынданға емес, оған назар аудару керек. Келесі күні ол Сильфиге зынданға тереңірек барайық дейді. Онда олар бірнеше гоблиндермен соғысады. Ал Сильфи олардың өзегін жейді. Ол сондай аққұбыжықтармен күресу үшін жаңа қару жарақ, вольфрам таяқшасын сатып алады. Бірақ шамадан тыс жұмыс істегендіктен мектепте ұйықтай бастайды. Бірақ ол гоблиндермен күресті жалғастыруда және бір күні ол 10 деңгейге көтерілді. Ол құдайдың батасы деп аталатын жаңа дағдыны ашқанын байқады. Ол құдайлар батасын алған адамдарға беріледі және бұл оған көбірек ұпай береді. Ол бұл дағдының өзіне байланысты екеніне сеніп, Сильфиге тағзым етеді. Ол оған бұлай істемеу керектігін айтады. Содан кейін ол оны кездестіргеніне қуанышты екенін айтып, оның қолынан ұстайды. Ал ол оған қамқорлық жасайтын шебердің болғанына қуанышты екенін айтады. Көп ұзамай олар жарқыраған қаңқаға тап болады және ол мұны өзінің жаңа шеберлігінің арқасында деп ойлайды және онымен күресуді шешеді. Ол оларды одан қорғау үшін тосқауыл қояды. Кайдо бар күшімен шабуыл жасайды, бірақ ештеңе болмайды. Сондықтан ол оған оны жеңу үшін құдайдың найзағайын қолдануын айтады. Алайда сирек кездесетін заттың орнына қызыл тасты алғанына көңілі қалды. Ол оның аш екенін түсінеді. Сондықтан оған барлық қажырлы еңбегі үшін тасты беруді ұйғарады.
ал ол оны әдеттегіден дәмдірек деп жеп қояды. Кейінірек ол қызыл тастың құны 2 миллион иен екенін білгенде таңғалады. Әкімші оған келесі жолы жарқыраған қанғаға тап болғанда оны жоғалтпауға кеңес береді. Ол түнде ұйықтай алмайды. Ол әлі күнге дейін Слафиге тыныштық тасын беру кезінде жоғалтқан ақшасы туралы ойлайды. Бірақ ол Сильфи оған көмектескені үшін марапатқа лайық деп санайды, және ол дайынмын деп ойлайды. Үшінші қабатқа көтерілу үшін ол құбыжықтар топ-тобымен шабуыл жасай алады деп алаңдаса да. Келесі күні ол Сильфиге жалғыз жекпе-жекке шығатынын айтты. Ол оны ренжітті деп қорқады. Бірақ ол оған толықтай сенгісі келмейтінін, сондықтан жалғыз жаттыққысы келетінін түсіндіреді. Оның ойлау тәсілі оған қатты әсер етті, және ол оған сенетінін, және оны қызметші емес, әпке ретінде көретінін айтты. Ол оның атын Сил деп атай алатынын сұрайды. Бұл оның осындай мейірімді қожайыны болғанына және оның лақап атын жақсы көретініне қуанады. Кенет ол гоблиннің келе жатқанын сезді. Ол жалғыз өзі күресетінін айтып, шабуылға асығады. Бірақ жарақат алады және қымбат емдік сусын сатып алуға мәжбүр болады. Кейінірек үйде ол зындан туралы көбірек оқиды және алға жылжу үшін көбірек құрал-жабдық қажет екенін түсінеді. Сондықтан ол бірінші қабатқа шламдарды аулау үшін оралады. Мектептегі үзіліс кезінде ол достарына шылам дәндерін жинағысы келетінін айтады. Бірақ Харука оны естіп қалады. Сондықтан олар бұл туралы айтып жатқанын айтады. Кесілген ірімшік. Ол оны жақсы көретінін айтып, кетіп қалады. Келесі күні ол жеткілікті ядроларды жинап, Сильфиге жаңа жабдық сатып алатынымды айтады. Сильфи жақын жерде күміс шыламды сезіп тұрғанын айтады, және ол оған шабуыл жасауға асығады. Бірақ ол қашып кетеді. Сондықтан ол оны найзағаймен өлтіруді бұйырады. Ал ол жын-перілер класының картасын түсіріп алады. Ол шайтанды шақыру қауіпсіз бе? Періште мен жын бір-бірімен тіл табыса алама деп ойлайды. Бірақ ақыры оны шақыруға бел буады. Вискаунт Ласария класының жын перісі. Олардың айналасында қызыл сиқырлы шеңбер пайда болып, ол "Мен сені шақырамын, Люцерия" дейді. Бірер сәттен кейін олардың алдынан алып шайтан шығады. Бірақ ол көп ұзамай жоғалып кетеді де, олардың алдында бір қыз тұрады. Ол өзін таныстырды. "Мен Люцериямын, шайтанмын." Кайдо оның картадағы суретке мүлдем ұқсамайтынына қатты ренжіді. Ол одан "Сен менің ұстазымсың ба?" деп сұрайды. "Сен сенімсіз және ақымақ болып көрінесің." Сильфи қорқып, жасырынып қалады. Сондықтан Люцерия оған "Шық, мен тістемеймін" дейді. Содан кейін ол Сильфиді мұқият бақылап отырады, және олар бір-бірімен амандасады. Содан кейін ол Кайтоға "Менің қарным ашты" дейді. Дәл осы сәтте Сильфи шырышты сезеді. Люцерия бір қадам алға басып, найзасын тозақтың жойқын отына шақырып, оған шабуыл жасап, үлкен жарылыс жасайды. Кайдо өзегін таңдап, оған береді. Оны жегенде ол қоспаларды сұрайды. Ол бас тартқан кезде ол оны сараң деп атайды. Ол оның статистикасын оқып, оның тағы бір қабілетін, каустикалық тыныс алуын көреді, және одан гоблиндерді көбірек өлтіруді өтінеді. Гоблин оларға шабуыл жасағанда, ол каустикалық тынысты пайдаланады. Ол гоблинді бірден жеп қояды. Кайто мен Сильфи бұл шеберліктен қатты қорқады. Содан кейін ол оған өзегін береді. Ол оны жұтып қойып, тағы да аң аулайық дейді. Ол тоқтауды сұрайды. "Біз одан әрі қарай жүре алмаймыз. Бізге одан да күшті құбыжықтармен күресу үшін көбірек қару қажет. Сен бүгін демалсаң, ертең жолға шығамыз." Бірақ ол мүлде шаршамағанын айтады. Сильфи үй иесінің саған мұқият болуға тырысатынын айтады. Сондықтан ол "Жарайды, бәрі жақсы" дейді. Келесі күні олар жаңа қарумен үшінші қабатқа көтеріледі. Сильфи "Бұл қарулар саған жарасады" дейді. Ол "Өте қымбат" деп жауап береді. Люцерия оның қымбат болуы оны міндетті түрде жақсартпайтынын айтады. Көп ұзамай олар екі тозаққа тап болады. Ол жебесін атып жіберді, бірақ жіберіп алды. Бұл олардың оған қарай ұмтылуына себеп болды. Сильфи Люцерияға өзінің тозақтық жойқын отын пайдалануға мүмкіндік беретін қалқан жасап жатыр. Ол маған ядро беріп, оларды жойып жібергеніңіз жөн дейді. Ол қазір ядроны жеп, одан да көп нәрсені талап етеді. Бірақ ол көбірек құбыжықтарды жеңсең, мен саған көбірек беремін дейді. Егер ол бермесе, оны тозаққа жіберемін деп қорқытады. Олар кейінірек жабайы қабандарға тап болады. Алдымен Люцерия шабуыл жасайды. Бірақ бір қабан аман қалады. Кайдо оны тоқтату үшін жебесін атады. Бірақ оны одан сайын ашуландырады. Ол ырылдап, тез шабуылға шығады. Кайдо үрейленіп, құлап қалады. Сондықтан Сильфи көмекке келеді. Бірақ ол қабанды өлтіретін тағы бір жебені атып тастайды. Сильфи оны қатал деп атайды. Ал Люцерия оның жекпе-жектің ортасында құлағанын көрсетеді. Үйге қайтып келе жатқанда, ол кездейсоқ зынданның 6-шы қабатына көтеріліп бара жатқан 3 қызды естиді. Келесі күні бос уақытында балалар бір-бірімен сөйлесіп жатқанда, Харука "Сен мектепті бітіргеннен кейін қай колледжге барасың" деп сұрайды. Кайдо "Мен сенімді емеспін" дейді. Сондықтан ол бір колледжге бірге барайық дейді. Кейінірек зынданда Люцерия екі тозақты өртеп жібереді, ал Сильфи қабанды жеңеді. Бірақ Люцерия оларды қатты қорқытатын құбыжықтарды өлтіру үшін каустикалық тынысын қолданғанда, ол оларды тамақтандырады. Люцерия қоспаларды сұрайды. Сондықтан ол оған көбірек береді. Бірақ Сильфидің біртүрлі әрекет етіп жатқанын байқайды. Ол не болғанын сұрағанда, ол ештеңе айтпайды және алда тозақ бар екенін айтады. Кейінірек үйде жуынғаннан кейін ол Сильфи одан қашып жүрме деп таңғалады. Ол теледидар көріп отырып, қыздардың бір-бірімен ұрысып жатқанын елестете бастайды. Қайсысы жақсы және төбелесуге бел буады. Ол оларды тоқтатуға тырысады. Бірақ олар бір-біріне шабуыл жасайды. Бұл апатқа әкеледі. Ол жағдайдың нашарлығынан қорқады. Ал анасы не болғанын сұрайды. Кайдо "Біз мектепке бара жатқанда, Харука оны мазалайтын нәрсе бар ма" деп сұрайды. Ол Синдзи мен Хаятоның дос қыздары бар деген әңгіме ойлап табады.
бірақ олардың қарама-қайшы мінездеріне байланысты олар тіл табыса алмайды. Біз бұдан әрі не істеу керектігін ойлап жатырмыз. Ол оған қыздармен тікелей сөйлесуге кеңес береді. Сондықтан бұл жолы ол тек Сильфиді шақырады. Ол Люцерия туралы сұрайды. Бірақ ол онымен оңаша сөйлескісі келетінін айтады және оның Люцерияға қалай қарайтынын сұрайды. Ол абдырап қалған сияқты. Сондықтан ол оны ұната ма деп сұрады. Ол алғашында қорқып кеткенін, бірақ қазір оның жақсы қыз екеніне сенетінін және оны жақсы көретінін айтады. Содан кейін ол оны не мазалайтынын сұрайды. Бірақ ол бәрі жақсы деп жауап береді. Бірақ ол қайтадан сұрайды, өйткені ол оған қамқорлық жасайды. Ол Люцерияға өзі сияқты қарағысы келетінін айтады. Ол оған басқаша қарамайтынын айтады. Бірақ ол Люцерияға көбірек көңіл бөлетінін, сиқырлы өзектерді қолданатынын және сөйлемейтінін айтады. Ол онымен бұрынғыдай әрекет етеді. Ол қызғаншақ па деп ойлайды және бұдан былай оларға бірдей ядроларды беретінін айтады. Бұл оны солай етеді. Күліңіз. Келесі жолы ол екеуіне де 2 ядро береді. Тіпті Сильфиді мақтайды. Бірақ Люцерияда комплимент сұрайды. Сондықтан ол оны мақтап, мақтаныш сезімін тудырады. Содан кейін оларға қабан шабуыл жасайды. Ал Сильфи оны деңгейге көтеріп өлтіреді. Ол оған өте жақсы болғаны үшін алғыс айтады. Ол өзінің күш-қуатын 3 тозаққа қарсы көрсетуге дайын және олардың барлығын бірден өлтіреді. Қабан олардың үстіне лақтырылған кезде ол бұрынғыдан да күшті тосқауыл жасайды. Ал Кайдо оны өлтіреді. Содан кейін оған 2 ядро жеуге мүмкіндік береді. Люцерия оның да аздап алғысы келетінін айтады. Бірақ ол көмектеспегендіктен бас тартады. Дегенмен Сильфи әлі де аш және қоспаларды сұрайды. Бұл арада әкімші неліктен торттарды азырақ әкелетінін сұрайды. Бірақ ол жауап бермейді. Келесі күні ол торттарды көбірек жинау үшін аң аулауға қайта оралады. Люцерия оған көмек қажет болмаса, оларды шақырмау керектігін айтады. Бірақ Сильфи оның көңілін әлі де көтере алатынын айтады. Егер олар онымен бірге болса, ол одан да жақсысын жасай алатынын сезеді. Әкімші неліктен қайтадан шыламдарды аулап жүргенін сұрайды. Ол бірнеше жаңа амалдарды қолданып жатқанын айтады. Ол оған 4-ші қабатқа көтерілуін айтады. Сондықтан ол қазір интернеттен жаңа құрал жабдықтар іздеп жүр. Ол дене костюмін жақсы көреді, бірақ ол қымбат. Зынданға оралғанда олар ерекше көк шыламға тап болды. Ол мұны Құдайдың батасы деп атайды және оларға онымен бірге күресуге кеңес береді. Сондықтан олар оны қоршап алып, оны аяқтайды. Ол тағы бір карта аламын деп ойлайды, бірақ оның орнына сиқырлы доп алады. Ол енді атақты сиқыршы бола алатынын айтады. Ол оны жерге лақтырып, су түріндегі сиқырды алады. Мұны тексеру үшін олар тозақты табады. Ол Сильфиге тосқауыл қоюды бұйырады және егер ол аман қалса, Люцерияға шабуыл жасауды бұйырады. Тозақ иті шабуылға шыққанда, ол су шарын пайдаланады, бірақ бұл зиян келтірмейді. Тек құбыжықты одан сайын ашуландырады. Сондықтан Люцерия оны аяқтайды. Оның сиқырының қаншалықты әлсіз екеніне көңілі толмаса да, қыздар оның көңілін көтеруге тырысады. Ол оны сатуға мәжбүр болғанын сезеді. Кейін ол саябақта жалғыз отырады. Харука оның қасына келіп, оның неге кеш кеткенін сұрайды. Ол достармен фильм көргеннен кейін қайтып келемін деп өтірік айтады. Бірақ бәрі жақсы болмады. Олар үйге бірге барғанда, оның кеңесі үшін оған алғыс айтып, қыздан тікелей сұрағанын және қазір бәрі жақсы екенін түсіндірді. Ол оның өзі үшін не сұрағанын түсінеді. Ол оған қайырлы түн тілейді. Сосын үйіне кіріп, мұңайып көрінеді. Бұл арада ол оны ренжітті ме деп ойлайды. Бірақ бұл ойдан бас тартып, әлсіз заклинание туралы алаңдайды. Кайто зынданға қайта оралып, су сиқырымен айналысады. Үздіксіз жаттығулардың арқасында ол су шарының жылдамдығын арттыра алады. Қажырлы еңбектен шаршап, төсекке құлап, ұйықтап қалады. Біз оның жас кезінде капитан Кацурагиге қалай қарағанын, оған ұқсағысы келетінін еске түсіреміз. Келесі күні ол күштірек оянып, өзінің сиқырымен айналысады. Ол бірнеше су шарларын ұшырады. Олардың әрқайсысы алдыңғысына қарағанда жылдамырақ. Шаршаса да, бас тартудан бас тартып, оны текшеге айналдыруға тырысады. Сильфи оның көңілін көтеруді жалғастыруда және ол шаршап, шалдығып, құлағанша әртүрлі пішіндерді қабылдайды. Шығуға қарай бет алған кезде ол сүрініп, қызға соқтығысады. Ол тез кешірім сұрайды. Ол оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Бірақ ол жақсы екенін айтып, кетіп қалады. Оны бақылап тұрған қыз оның қатты жаттығып жатқанын айтады. Бірақ командаласы оны біртүрлі деп атаса да, үшінші қыз олар екенін айтады. Олар да жақсырақ жұмыс істеу керек. Сондықтан олар алдыңғы күнге қарағанда көбірек құбыжықтарды жеңуді шешті. Осы кезде мұғалім Кайдоның сыныпта ұйықтап жатқанын көреді. Оны оятқанда, ол қатты жаттығатынын айтып, бүкіл сыныптың күлкісін тудырды. Оның достары оның қандай жаттығу жасап жатқанын сұрайды және ол оларға жаңа сиқырлы заклинание туралы айтып береді. Бірақ оны орындау өте шаршатады. Кенеттен Харука келіп, зынданда жаттығудан шаршадың ба деп сұрайды. Ол тағы да билеуді үйреніп жатырмын деп өтірік айтады. Ол оған сенеді және кетер алдында шектен шықпауына айтады. Зынданға оралғанда, ол гоблинге су шарын атып, оны жеңе алады. Сильфи оны керемет деп атайды. Ал Люцерия ақыры ойланып қалғанын айтады. Содан кейін ол бұл қабатта оның деңгейі енді көтерілмейтінін түсініп, 4-ші қабатқа көтерілуді ұсынады. Бірақ бұған дейін ол алдымен өткен күні көрген дене костюмін сатып алуды ұйғарады. Енді осы костюмді кигеннен кейін Люцерия оны сорғыш деп атайды. Ал Сильфи оның керемет көрінетінін айтады. Ол өзін сенімді сезінеді. Бірақ Люцерия бұл көмектеспейтінін айтады. Ол бұл толық қорғанысты қамтамасыз ететін көміртекті нанотүтік костюмі екенін түсіндіреді. Ол мысал келтіреді. Егер ол киген кезде жебе тиіп кетсе де,
ол одан зардап шекпейді. Ол сондай-ақ өзінің әлсіз сиқырының күшін арттыратын білезігін көрсетеді. Сильфи оны ақылды сатып алушы деп атайды. Бірақ Люцерия оны сүйреп апармас бұрын алдымен оны тексеріп алуға кеңес береді. Айтпақшы, ол емдік дәріні де сатып алғанын қосады. Олар қазір 4-ші қабатта. Сильфи жақын жерде бір жамандықты бірден сезеді және бұл оны қорқытады. Кенет алып тарақан пайда болып, екі қыздың да айқайлауына себеп болды. Ол телефонын тексеріп жатқанда, қыздар алға ұмтылып, үңгірдің ішінде төбелесіп жатыр. Оны тастап кеткеніне таң қалып, артынан жүгіреді. Қыздар аяқ дыбысын естіп, шабуылға дайындалып жатқанда демалады. Кайтоны көргенде, Сильфи оның жанына жүгіріп келіп, оның қорқып тұрғанын айтады. Ал Люцерия оның тым ұзақ уақыт болмағанына шағымданады. Бірақ ол олардың онсыз қашып кеткенін көрсетеді. Сильфи оны осында қалдырғаны үшін кешірім сұрап, жазасын сұрайды. Керісінше, олар 5-ші қабатқа көтерілгенде қуанады және оларға жинаған қара ядраларын көрсетеді. Ол оларға ядраларды береді. Бірақ олар оларды ұнатпайды және Сильфи екі құбыжықтың алдында тұрғанын сезеді. Ол алға қарай жүгіріп, жебелерін атады. Бірақ олар құбыжықтардың сұйық денелерінен өтеді. Құбыжық шабуылдағанда Сильфи тосқауыл жасайды. Ол физикалық шабуылдардың нәтиже бермейтінін түсінеді. Сондықтан ол Люцерияға оларды аяқтауды айтады. Жарылыстан кейін ол кейбір құбыжықтармен күресу үшін қыздарға сену керек екенін түсінеді. Ол олардың көбірек жегісі келетінін сұрайды. Бірақ олар бұл жиіркенішті деп бас тартады. Содан кейін олар одан да тереңірек зынданға түседі. Ол Сильфи бірдеңені сезе ме деп сұрайды. Бірақ ол қабырғаға тоқтап, оның артында сиқыр бар екенін айтады. Ол оны сенсорлармен тексереді, бірақ ештеңе таппайды. Бірақ ол бұған сенімді. Ол Люцериядан сұрайды, бірақ ол да ештеңе сезбейді. Ол қабырғаға қарап, ешқандай жарықшақтарды көрмейді. Сонда да Сильфи ол жерде бірдеңе бар екенін айтады. Сондықтан ол найзағай шақырып, қабырғаны бұзады. Шаң сейілгенде, олар жасырын қозғалысты көреді. Олар алға ұмтылады, және ол оларға жасырын тұзақтардан сақ болуды айтады. Дәл осы сәтте Люцерия олардың біреуін басып қалады. Жебе қайтуға тиеді, және ол ауырып айқайлайды. Қыздар үрейлене бастайды, бірақ ол жақсы екенін айтады. Біраз уақыттан кейін олар жалғастырады. Ал ол басқа тұзаққа түседі. Бұл жолы ол жебеден жалтаруға тырысады. Бірақ электр тогына түсіп, есінен танып қалады. Ол кенеттен есін жиғанша қыздар тағы да үрейленеді. Люцерия оны өлді деп ойлағанын айтады, және ол одан ол үшін алаңдай ма деп сұрайды. Бірақ ол бас тартады. Көп ұзамай олар үлкен есікке келеді. Сильфи іштей бір жаман нәрсені сезеді. Ол кетуге тырысады, бірақ қоңырау шалып, есікті ашуға тырысады. Бірақ бұл үшін сиқырлы кілт қажет екенін айтып, сәтсіздікке ұшырайды. Бірақ Сильфи оған шетке шығуды бұйырады да, есікті жарылыспен ашады. Ішінде олар платформаны көреді. Оның үстінде үлкен қызыл адам жейтін құбыжықпен алып шлам бар. Ол алдымен агрмен күресеміз деп шешеді. Люцерия оған отпен, ал Сильфи найзағаймен шабуыл жасайды. Бірақ олардың шабуылдары оған ешқандай әсер етпейді. Адам жегіс шабуыл жасайды. Бірақ Слафи тосқауылы оларды қорғайды. Ол Люцерияға шламмен күресуді айтады. Ол Ограға жебені атып, оны құлатады. Оның жұмыс істегенін көріп, күші таусылғанша атуды жалғастырады. Огре ашуланып, айғайлап, шлагбаумды ұра бастайды. Ол өзінің сиқырлы білезігіне сенуді шешеді, және білезіктің арқасында мұзға айналатын судың сиқырын жасайды. Бұл құбыжықты ауыртады. Ол энергиясы таусылғанша 3 рет оқ атқанын айтады. Сондықтан ол мұз шыбықтарын жасап, Огренің көзіне шабуыл жасайды. Ал соңғы соққысымен оны өлтіреді. Содан кейін ол Люцерияны алып, шламның шабуылынан құтқаруға асығады. Ол кешігіп қалғаны үшін кешірім сұрайды. Ал ол осымен аяқта, дейді. Ол Сильфиге дайындалуын айтып, оны қалқанымен өзі тоқтатады. Бірақ көп ұзамай оның қалқаны мен костюмі еріп кете бастайды. Сильфи құдайдың найзасын жасап, оған шабуыл жасайды. Олар оны өлді деп ойлайды. Бірақ ол әлі тірі. Ол шегінуді ойлайды. Бірақ нағыз батыр ешқашан берілмейтінін есіне алады. Сондықтан ол алға ұмтылып, шабуылдарынан жалтарып, оның қасында тұрып, аэрозолін қолдана бастайды. Ал Сильфи оны тосқауылмен қорғайды. Аэрозол оны жұмыс істеуге мәжбүр етеді. Сондықтан ол банкаларды босатады. Бірақ ол әлі біткен жоқ. Ол бүріккіш пистолеттерін алып, денсаулығы 0-ге жеткенше және ол жоғалып кеткенше оған үздіксіз шабуыл жасайды. Ол жеңілдеп қалды. Ал қыздар оны құшақтап алды. Бірақ оның жаралары ауырды. Сондықтан ол өзін сауықтыру үшін сусын ішеді. Ол оны сатып алғанына қуанышты. Кенеттен жоңышқаның деңгейі көтеріліп, ол күшпен жарқырайды. Содан кейін ол өзінің 15 деңгейге жеткенін байқап, керемет зерттеуші бола алатынына сенеді. Сильфи ядроларды жинау керек дейді. Ол қызыл құбыжықтың өзегін алуға барады және оны сатуды шешеді. Ол шламның өзегін іздеп жүргенде сирек кездесетін затты, сиқырлы қылышты тауып алады. Бірақ бұл шын мәнінде пышақ. Люцерия онымен ет кесуге болатынын айтады. Содан кейін ол қызыл өзегін сатады. Әкімші оны қайдан тапқанын сұрайды. Ол оған жасырын әрекет туралы айтып, картада оның орнын көрсетеді. Ол мұны арнайы топ жасайтынын айтады. Ол ядроның құнын сұрайды және ол жоғары баға белгісін ұсынады. Бұл оны қуантады. Содан кейін ол оны келесі аптада өтетін 7-ші қабаттағы іс-шараға және кешке шақырады. Ол келіседі. Мектепке оралғанда ол достарына өзінің жетістіктері мен кеші туралы айтып береді. Кенеттен Харука келіп, бұл туралы сұрайды. Оның достары дүрбелеңге түсіп, бұл бикеші деп өтірік айтады. Сондықтан ол кетер алдында келесі жолы оны шақыруын өтінеді. Оқиға болған күні ол гильдиядағы көптеген зерттеушілерді көріп таң қалды. Кенет оған біреу телефон соқты.
Ол артына бұрылып, өткен күні кездескен қыздарды көрді. Қыздар өздерін Ри, Мику және Хикари деп таныстырды, және олар достық сәлемдесулерімен алмасты. Енді біз жас Харуканың әкесінен жұмыстан қашан оралатынын сұрайтын ретроспективті кадрды көріп отырмыз. Ол таңертең қайтып келіп, кетер алдында бірге таңғы ас ішуге уәде береді. Қазіргі уақытқа оралғанда, ол оянып, досына оқуға баруға дайындалып жатыр. Анасы кейін кездескенше деп жауап береді. Серуендеп келе жатып, ол Кайдоның бүгін не істеп жүргеніне таңғалады. Осы уақытта зынданда зерттеушілер іс-шараға кезекке тұрады. Ал Кайдо Арес тобымен бірге өтпелі қақпаның жанында тұрады. Олар 6-шы қабатқа телепортацияланады. Ол өтпелі қақпаны екінші рет пайдаланғандықтан қобалжығанын айтады. Ал қыздар да қобалжығанын айтады. Бұл туралы қобалжыдым. Қызметкер оларды 7-ші қабатқа бағыттайды. Бірақ алдымен олар дүкенге кіреді. Онда ол бүріккіш бөтелкелерді сатып алады. Мику тым көп сатып алғанын айтып, бірдеңе сатып алмақшы ма деп сұрайды. Айри басқа қыздарда да бар сиқырлы дорбаны нұсқап, мынау бар екенін айтады. Оның айтуынша, бұл қымбат болуы керек. Бірақ олар әкелері оларды сатып алғанын айтады, және ол оларды бай деп ойлап ұялады. Бірақ Эри сенің жақсы жабдықталғаныңды айтады. Ол ядроларды сатқаннан кейін қолынан келгеннің бәрін сатып аламын деп жауап береді. Сосын ол найзасын суырып алып, кеттік дейді. Олар 7-ші қабатқа көтерілгенде, ол мұнда қандай құбыжықтармен бетпе-бет келетінін сұрайды. Мику бұл големнің бір түрі екенін айтады, және оның жауы туралы білу ойын стратегиясы екенін айтады. Бірақ ол зындандарды ойын деп санамайды. Кенеттен олар біреудің келе жатқанын көріп тоқтайды. Бірақ бұл күзетшілер тобы болып шығады. Олардың жетекшісі кетер алдында іс-шарада сәттілік тілейді. Хикари бұл адамдарды зынданды таза ұстағаны үшін құрметтейтінін айтады. Кайто келісіп, қыздардан олардың қандай деңгейде екенін сұрайды. Эри 18 деңгейде, ал Хикари мен Мику 15 деңгейде. Бірақ Хикаридің 75 сиқырлы ұпайы бар. Бұл оның ұпайынан 2 есе көп. Дәл осы сәтте олар тастардың құлағанын естіп, ұшып бара жатқан тастардың тас големге айналғанын көру үшін бұрылады. Эри шабуылды басқарамын дейді. Хикариге Хикариді қорғау үшін сиқыр мен Миканы қолдануын айтады. Кайто не істеу керектігін сұрағанда, ол оған жамылғы болуын айтады. Ал өзі алға ұмтылып, оған найзасымен шабуыл жасайды. Бірнеше минуттан кейін ол оны жеңеді. Кайто есеңгіреп қалды. Ол реакция жасауға мүмкіндігі болмағанын айтады. Содан кейін қола голем пайда болады. Бұл жолы ол Хикариге жерді тұрақсыз ететін және құбыжықты тұзаққа түсіретін жер сиқырын жасауды айтады. Содан кейін Мику мысықты шақырып, оған шабуыл жасау үшін жануардың картасын пайдаланады. Содан кейін Хикари оны өртеу үшін от сиқырын жасайды. Кайдоның жоғары деңгейі оларға 2 заклинание жасауға мүмкіндік беретінін атап өтті. Ақырында Эри оған шабуыл жасап, оны кесіп тастайды. Құбыжықтың денсаулығы 0-ге жетеді, және ол жоғалады. Кайдо олардың керемет екенін айтады. Кенет олардың артында үлкен темір голем пайда болды. Ол жебесін атып жатыр, бірақ ештеңе болып жатқан жоқ. Құбыжық қыздарға шабуыл жасамақшы, бірақ Эри оны бөгеп тастайды. Бірақ бәрібір оған шабуыл жасайды. Ол құбыжықты зақымдай алмады. Содан кейін Хикари оған отты найзағай түсіреді. Оның да әсері шамалы. Мику оған шабуыл жасау үшін сызықша жібереді. Бірақ ол қарсы шабуыл кезінде жарақат алады. Кайдо карталарды іздейді, бірақ кездейсоқ пышақты тастап кетеді. Ол туралы оқығанын есіне алады. Ол жауға үлкен зиян келтіруге қабілетті, және оны қолдануды шешеді. Ол Хикариге жердің сиқырын қолдануды, ал Эриге големнің назарын аударуды бұйырады. Сонда ол оның темір денесін тесіп, артынан шабуыл жасай алады, және олар жеңеді. Қыздар оның керемет екенін және оның жұмыс істегеніне қуанышты екенін айтады. Содан кейін олар кафеде отырады. Ол оларға сиқырлы пышақ туралы айтып береді. Хикари оны керемет деп атайды, және құбыжық сиқырлы заттарды лақтыра алатынын қайталайды. Содан кейін ол Микадан ұрлау туралы сұрайды. Ол оның жақсы екенін және ұрлаушы оны жақсы көретінін айтады. Ол жануарлардың қызметшісінің картасын бұрын соңды көрмегенін мойындайды. Оның айтуынша, бұл карталар сирек кездеседі, және оларды камераға түсіру мүмкін емес. Сондықтан ол олардан басқа біреу Снэч туралы біледі ме деп сұрайды. Мику әкесі оны гильдия білуі үшін аукционда сатып алғанын айтады, және олардың сөмкелеріне марапат кілтін тағуды ұсынады. Содан кейін Эри олардың тобына қосылғысы келетінін сұрайды. Ол олардың келесі мақсаты 11 қабатқа көтерілу екенін айтады. Бірақ ол өзінің қарапайым зерттеуші екенін айтады. Дегенмен, олар мұның бәрі жаман емес екенін, және онымен өзін қауіпсіз сезінетінін айтып, оның кеште бар жоғын сұрайды. Ол оларға Сильфи мен Люцерия туралы айтуды ойластырып жатыр. Бірақ қызметші ретінде 2 кішкентай қызы болғаны үшін түрмеге жабылуы мүмкін деп алаңдайды. Сондықтан ол ойлануға біраз уақыт сұрайды. Мик оларға ұнайма деп сұрайды. Бірақ ол оларға жауап бермес бұрын біреумен сөйлесу керек екенін айтады. Эри оған хабарласып, шешімі туралы хабарлай алатынын айтады. Содан кейін ол зынданға барып, Сильфи мен Люцерияға ұсыныс туралы айтуға дайын. Бірақ олар ренжіді. Люцерия неліктен таңертең оларға қоңырау шалмағанын сұрайды. Өйткені оның демалыс күні болды. Ал Сильфи олардың үшеуі жеткілікті екенін айтады, және олар оған бұл туралы айтпауды айтады. Енді жоқ. Содан кейін Люцерия неге оған Сильфи деген лақап ат бермегенін сұрайды. Ол оның қызғаншақ екенін түсініп,
Луамен, Саремен немесе Люсимен бәрі жақсы ма деп сұрайды. Бірақ ол мұны жақсы істемейтінін айтады және оны Люси деп атауға келіседі. Ол оған алғысын білдіреді. Ал қыздар қуана кетіп қалады. Оның айтуынша бұл қиын. Келесі күні Харука би сабағының қалай өтіп жатқанын сұрайды. Ол бәрі жақсы деп жауап береді. Ал ол сенбіде онымен бірге баруға бос па деп сұрайды. Ол оны кездесуге шақырады. Бірақ ол дүкенге бару керек дейді. Ол келіседі. Ол қатты қуанғанын айтып, досымен кездесуге жүгіреді. Осы кезде оның достары арт жақтан шығып, оның кездесуге баратынын айтады. Бірақ ол оны ешқашан онымен кездесуге бармайтынын айтып, қолын бұлғайды. Содан кейін олар одан осы іс-шарада басқа ұлдармен кездескенін сұрайды. Ол үшеуімен бірге болғанын айтады. Үш қыз. Бұл оларды таң қалдырады және олар зындандарға оралып, зерттеуші болу керек шығар дейді. Келесі күні Харука анасына серуендеуге бара жатқанын айтып, оны сыртта күтіп тұрған Кайдоны көріп, амандасады. Содан кейін олар сауда орталығына кіреді. Онда Харука зындандағы телешоуға алаңдайды. Онда кейіпкерлер құбыжықтардың өзектері туралы айтады. Ол оған қоңырау шалып, бір күн бойы зындандарды ұмытып кетуін айтады. Ал ол басын изеді. Серуендеу кезінде ол олардың соңғы рет қашан осылай араласқанын сұрайды. Ал ол әкесі оларды бір кездері әртүрлі жерлерге апарғанын және келесі жолы киноға баруды ұсынатынын айтады. Ол дүкенде әртүрлі киімдерді киіп көріп, одан кеңес сұрайды. Ол киім ауыстыратын бөлмеден шыққан сайын оның сүйкімді екенін айтады. Сондықтан ол оны көрсетіп, сүйіктісін таңдауын сұрайды. Ол бір сәт ойланып, киген киімін атайды. Содан кейін олар саябаққа барады. Ол ауа райының жақсы екенін айтады. Ол оған қарап, сүйкімді кішкентай итті байқаған кезде оны сүйкімді деп атайды. Ол қайықпен жүзгісі келетінін айтады. Содан кейін олар қайықпен жүзеді. Ал ол кішкентай балықтардың әдемі екенін айтады. Осы кезде ол айналасындағы жұптарды байқап, олардың шынымен кездесіп жүрме деп ойлайды. Бірақ бұл ойды бірден қуып жіберіп, бірдеңе болды ма деп сұрайды. Оның айтуынша, ол қазір дене бітімі жақсырақ көрінеді. Яғни оның би сабақтары нәтиже береді. Және ол бимен жаттығудың арқасында жаттығады. Содан кейін олар кафеде отырып, сүт коктейльдерін ішеді және оны жақсы көреді. Сондықтан оны ауыстырады және олар да оны жақсы көреді. Кейінірек пойызды күтіп тұрғанда, ол платформада теледидар көріп отыр. Ал ол әкесімен бірге балаға қарап, басқа балаға бір жерге барғысы келетінін және пойыз өтіп бара жатқанын айтады. Олар гильдияға келеді. Ол шеруді көру үшін тоқтау керек пе деп сұрайды. Бірақ ол ғимарат зынданның жанында ма деп сұрайды. Ол иә дейді. Содан кейін ол әкесінің бір жерде екенін сұрайды және әкесі сол күні қайтып оралуға уәде бергенін, бірақ әлі үйіне оралмағанын айтады. Содан кейін ол адамдардың неліктен зынданға баратынын сұрайды және бұл күн оған ұнағанын айтады. Ол келіседі және үйіне қайтуға шешім қабылдайды. Ол оның оған алаңдайтынын біледі. Бірақ ол әкесі капитан Кацураги сияқты батыр болғысы келеді. Содан кейін ол су сиқырын пышақпен біріктіріп, мұз қылышын жасайды. Құбыжыққа қарай жүгіреді және оған шабуыл жасайды. Ал қыздар оның жұмыс істейтінін бақылайды. Ал құбыжық жоғалып кеткенде, Сильфи оны мақтап, Люцериядан оның күшейіп бара жатқанын сезетінін сұрайды. Бірақ Люцерия қыздың кесірінен басқа топқа қосылғанын айтады. Ол оның неге олай ойлайтынын сұрайды және ол мұны сезінетінін айтады. Содан кейін Сильфи басқа қыздармен кешке шынымен баратынын сұрайды. Ол оларға ұсыныс туралы айтқаннан кейін Сильфи көп жұмыс істейтінін айтты, бірақ ол олармен ешқандай проблемасы жоқ екенін айтты. Содан кейін Люцерия оларды көбірек тамақтандырғыңыз келе ме деп сұрады. Ашуланып, найзасын көтеріп шабуыл жасады. Бірақ ол оларға көбірек ядро беруге уәде берді және ол қалыпты жағдайға оралды. Бірақ Сильфи оған оның кез келген шешімін қолдайтынын айтты. Дегенмен, ол неліктен басқалармен бірге партияға қосылғысы келетінін сұрады. Ол өзінің жауынгерлік шеберлігін шыңдау және шыңдалу үшін оларға қосылып жатқанын айтты. Екеуі сияқты, Люцерия да оның өте күшті екендігімен келіседі. Ал Сильфи оның ойлау процесіне тәнті болады. Ол кешке тек демалыс күндері қатысатынын айтады. Үйде ол Эриге қоңырау шалудан тартынады. Бірақ Харука оған қоңырау шалғанда үрейленеді. Ол телефонды алып, бәрі жақсы ма деп сұрайды. Ол кеш қоңырау шалғаны үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол жай ғана сөйлескісі келеді. Бірақ ол басқа ештеңе айта алмай тұрып, ол оның алаңдаушылығын жоюдың жолын білетінін сұрайды және Синзи қызға қоңырау шалғысы келетіні туралы әңгіме ойлап табады. Бірақ оған қоңырау шалуға тым қобалжыды. Ол оған балалық шағындағы оқиғасын айтып береді. Ол кезде сахнада өнер көрсетуге қобалжыған, ал әкесі оны күлдірту үшін саусақтарын бетінен сипап жігерлендірген. Ол саусағын бетінен сипауға тырысады және оның жұмыс істейтінін сезеді. Сосын оған қайырлы түн айтып, әңгімесін аяқтайды. Ол оның неге телефон соққанын ойлап, бұл қулықты қолданып көреді. Ол онымен бірге сатып алған көйлегіне қарап, ренжіп қалады. Басқа жерде, үлкен үйде, Эри найзасымен түнгі жаттығуды өткізіп жатқанда, Кайдо оны шақырады. Ол телефонды алып, сені күткенін айтады. Мен оның қоңырауын күтемін. Ол оған тек демалыс күндері ғана қосыла алатынын айтады. Ал ол бәрі жақсы деп жауап береді. Өйткені олар да жұмыс күндері мектепте сабақ алады және сенбі күні таңертең олармен кездесуін сұрайды. Ол келісіп әңгімені аяқтайды. Одан әрі зындандарда олар тас големдер тобына тап болады. Ол Хикариге жер мен Микенің сиқырын қолдануға бұйрық беріп, шабуылға шығады. Ұстауға шақырыңыз. Хикаридің сиқыры жерді ерітеді. Ал Мику құбыжықтардың бірімен күресуге жібереді. Кайдо өзінің мұз қылышын жасап, бір құбыжықты жеңеді. Дәл осы сәтте оған басқа құбыжық шабуыл жасайды, бірақ ол уақытында қашып кетеді және оны да жеңеді. Осы уақытта Снеч құбыжықты жеңу үшін жылдам шабуылды пайдаланады.
ал Ири найзасымен 4-ші құбыжықты жеңеді. Содан кейін Хикари оның сиқыры су шары емес екенін көрсетеді. Сондықтан ол мұзды жүзді жасау үшін су сиқырын пышақпен біріктіргенін түсіндіреді. Ири оның шеберлігін жоғары бағалайды және оның жалғыз зерттеуші екеніне сену қиын екенін айтады. Ол оның найза жасау шеберлігін мадақтау арқылы әңгіме тақырыбын өзгертеді және ол солай болғанын айтады. Ол мұны бала кезінен бері істеп келеді. Сондықтан қазір бұл оның денесінің бір бөлігі сияқты. Кенет оның іші аштықтан дірілдеп, қазір түскі ас ішейік деді. Ал қыздар келісті. Бөлмесіне қайтып келгенде, ол қыздардың таңертең әкелген дәмді асын ойлап, үйде қандай тағам жеу керектігін ойлады. Ол олардың шынымен бай екенін айтты, бірақ ол жаққа көшуді күте алмайды. Келесі күні ол 8 қабатқа көтеріліп, құтқару жилетін киеді. Қыздар оның жүзе алатынын сұрайды, бірақ ол олардың қателескенін айтады. Өйткені ол 8 қабатта су құбыжықтары мен су асты аймақтары бар екенін оқығандықтан ол дайындықпен келді. Олар Снечтің артынан зынданға барады. Өйткені ол құбыжықтарды анықтай алады және ол алдағы тоғандағы қауіпті сезінеді. Құбыжық судан шығып, қышқылды Кайдоның күртешесіне түкіреді. Ол булана бастайды. Сондықтан Ири оған оны жоғалып кеткенше шешіп ал деп айтады. Құбыжық оған тағы түкіреді, бірақ ол жалтарып, менің күртешемді бүлдіргенің үшін төлейсің дейді. Шіркін саламандыр. Кенет оны Мику ескі қаруынан атқан жебе басып қалды. Ол оны бұрын қолданбағанын сұрайды. Бірақ ол бұл оның бірінші рет екенін және бақытымызға орай нысанаға тигенін айтады. Содан кейін олар көптеген басқа құбыжықтардан қашып кетеді. Ал Калмар Кайтоны көтеріп, суға лақтырып жібереді. Сонда ол үрейленіп, құбыжыққа не болғанын сұрайды. Мику Хикаридің оны жеңгенін айтады. Келесі сәтте Снеч қауіпті сезініп, судан бір топ құбыжық балықтар жүзіп шығады және оларға шабуыл жасайды. Олар қарулары мен сиқырларының көмегімен балықтармен күреседі. Кайдоның оқтары таусылып, құлап бара жатқанда, ол Иридің найзамен соғысып жатқанын көреді және өзінің сиқырымен найза жасап, құбыжықтарды бір-бірлеп кесуді бастайды. Көп ұзамай оның сиқыры таусылып, пышақ қалыпты жағдайға оралады және ол ның төмен болуына байланысты есінен танып қалады. Ол оянғанда өзін Ариестің тізесінде тауып алады және бұл үшін тез кешірім сұрайды. Бірақ ол оған көбірек демалуды бұйырады. Бірақ ол жақсы екенін айтып, іші қалай толып кеткеніне таңғалады. Ол оған сиқырлы сусын бергенін айтады. Ол бұл қымбат болу керек дейді. Бірақ ол бұл кешке тамаша болатынын айтады. Клуб мүшелері бір-біріне қамқорлық жасайды. Мику олардың арқасында балық еті жеткілікті екенін айтады. Кенеттен Снеч оларға үлкен құбыжық туралы ескертеді және олар шабуылға дайындалып жатқанда судан динозавр шығады. Ол бұл қабатта динозаврлардың бар екенін білмегенін айтады. Ири оларға шегінуді бұйырады. Бірақ құбыжық олардың соңынан ереді және оның қимылдарына байланысты тастар құлап, шығуға тосқауыл қояды. Сондықтан онымен күресуден басқа амалы қалмайды. Мінекей, Кайдо Микке сызықша жіберуін айтады. Хикари өзінің сиқырын пайдаланады, ал Айри оның назарын аударған кезде оған екінші жағынан шабуыл жасайды. Хикари сиқырлы сиқыр жасайды, бірақ бұл оны тоқтатпайды. Содан кейін Мику Снечті шабуылға жібереді, бірақ ол құбыжыққа да зиян тигізбейді. Кайдо мұз қылышын қолданып, динозаврға шабуыл жасайды, бірақ оған аз ғана зиян келтіреді. Динозавр оған шабуыл жасайды, бірақ уақытында қашып үлгереді және Ириге алға жүруді бұйырады. Ол оның құйрығына көтеріліп, басына шабуыл жасайды, бірақ бұл динозаврды одан сайын ашуландырады және ол оны қуып жіберу үшін басын шайқайды. Кайдо оның жанына жүгіріп келіп, оның жағдайы жақсымы деп сұрайды, бірақ ол батыр боламын деп найзасын тартып алмақшы болып, есінен танып қалады. Ол Сильфи мен Люцерияны көмекке шақыратын кез келді ме деп ойлайды да, Хикари мен Миганы қорқытып тұрған динозаврға қарап, Сильфи мен Люцерияны көмекке шақыруды ұйғарады. Олар жарық барлығының назарын аударады және олар пайда болған кезде оларға құбыжықты жеңуді бұйырады. Сильфи оны қорғайтынын айтады, ал Люцерия оларсыз Кайтоның пайдасыз екенін айтады. Сильфи найзағайын шақырады, ал Люцерия тозақ отын шақырады және олар бірге оны жеңе алады. Сильфи оның жақсы екенін білу үшін оған қарай жүгіреді. Ол жақсы екенін айтып, оларға алғысын білдіреді. Дәл осы сәтте Мик келіп, Сильфиді құшақтап, оны сүйкімді деп атайды. Ол сондай-ақ оның сүйкімді кішкентай қанаттарын мақтайды. Хикари Люцерияға оларды құтқарғаны үшін алғыс айтады және оның әдемі жын шашына қол тигізуге болатынын сұрайды. Бірақ ол бас тартады. Бұл Хикариді ренжітеді. Бірақ оның күшік тәрізді көздерін көргенде Люцерия оған рұқсат береді. Содан кейін Ири Кайтодан олар туралы сұрайды. Ол олардың қызметшілері екенін айтады және оған бұл туралы ертерек айтпағаны үшін кешірім сұрайды. Содан кейін Мику олардың екі кішкентай достарымен шомылуға шешім қабылдағанын айтады және ол бұл қызық болатынын айтады. Содан кейін олар ыстық бұлаққа барады. Онда Ири Кайтоның керемет қызметшілері бар екенін айтады. Ал Мику мен Хикари Сильфи мен Люцерияға сұрақ қояды. Оларға лақап ат қойып, құшақтаса аласың ба? Айри өзін сыртта қалғандай сезініп, оларға қосыла аласың ба деп сұрайды. Осы кезде Кайдо Снечті шомылдырып, қыздардың басқа адамға айналғанын айтып жымиды. Осыдан кейін Мику мен Хикари көліктерімен кетіп қалады. Кайдо Хикаридің ата-анасы жақсы екенін айтады. Ири олар әрқашан оны алып кетуге келетінін айтады. Содан кейін ол оның бұрын айтқан сөздерін есіне алып, оның да батыр болғысы келетінін сұрайды. Ол бұл оның бала күнгі арманы екенін айтады. Балалық шағы есіне түсіп, әкесінен неге батыр болу керектігін сұрайды. Батыр, ал әкесі оның өзін қорғай алуы үшін күштірек болу керек екенін айтады. Сондықтан ол зерттеуші болғанын айтады. Кайдо олардың бірдей екенін түсінеді. Содан кейін ол оны өзінің колледжіндегі Ука академиясындағы мектептегі іс шараға шақырады. Ол бұл туралы достарына айтып жатыр. Олар оған Харуканы өзімен бірге алып кетуді ұсынады.
Өйткені бұл оның армандаған колледжі, бірақ ол мұны істей алмайтынын айтады. Олар басқа кездесуге барудың еш айыбы жоқ дейді. Бірақ ол бұл кездесу емес екенін айтады. Сосын қыз олардан Харука туралы сөйлесіп жатыр ма деп сұрайды. Ал оның достары Кайдоның Харукадан бірдеңе сұрағысы келетінін айтады. Ол қобалжыды. Сондықтан Харуканың айласын пайдаланып, өзін тыныштандыруға тырысады және Ука академиясында іс-шара өтіп жатқанын айтады. Бірақ ол бұл туралы бұрыннан біледі және оған бірдеңе керек пе деп сұрайды. Ол да кетіп қалады. Ол иә деп бірге баруға болатынын сұрайды. Ол қуана келіседі. Оның ол жаққа барғысы келетінін есіне түсіретінін атап өтті. Содан кейін оның достары басқа қыздан оның да баратынын сұрайды. Бірақ ол бос емес екенін айтып бас тартады және олар қайғылы түрде кетіп қалады. Келесі кезекте Кайдо Харуканы үйінің сыртында күтіп тұр. Ол оны үнсіз қалдырады. Өйткені ол өткен күні оған таңдаған көйлегін киіп алған. Оның айтуынша, ол сүйкімді көрінеді және бұл оның жүзіне күлкі сыйлайды. Сосын анасына олардың кететіндерін айтады. Олар академияға пойызбен барады және ол тыныштықты бұзғанша тыныш отырады. Оны өзіне жақынырақ отыруға шақырады және оны осы іс-шараға шақырғаны үшін алғыс айтады. Бірақ ол оның бәрібір жалғыз баратынын біледі. Бірақ ол онымен әлдеқайда жақсы екенін айтады. Ол бұл шынымен кездесуме деп ойлайды. Бірақ олардың жай ғана дос екенін тез еске салады. Кенет Синдзи мен Хаята олардың сөзін бөледі. Ол олардың ол жаққа не үшін баратынын сұрайды. Олар басқа колледждерге түскісі келетіндіктен олар кампусты тексеретіндерін айтады және олардан аулақ болуға уәде береді. Сосын ол оның көңілі қалғанын сұрайды. Ол зынданда жоқ. Бірақ онымен бірге уақыт өткізу уақытты тиімді өткізудің ең жақсы жолы екенін айтып бас тартады. Қайырлы күн. Ол оған енді зындандар туралы ойламау керектігін айтады. Олар академияға келгенде бұл таңғажайып ғимаратты көріп шошып кетеді. Ол ішке кіру керек дейді. Олар кампусқа кіргенде ғимаратты, үлкен егістіктерді және ағаштарды тексереді. Харука Кайдоға шие ағаштары туралы айтып береді және егер олар кірсе, олар бірнеше айдан кейін шие гүлдерінің астында серуендейтінін айтады және ол олардың жүгіріп, онымен бірге осы сәттен ләззат алғанын елестетеді. Ол оның не істеп жатқанын сұрайды. Ол ештеңеге жауап бермейді. Өйткені ол арманға берілмеуі керек екенін түсінеді. Өйткені оған жету үшін көп оқу керек және миын тазарту үшін маңдайынан ұрады. Содан кейін олар тіркеу кабинасына барады және ол Эриге сәлем айтып, достарын колледж қызымен танысқанына таң қалдырады. Эри оның келгеніне қуанышты екенін айтып, оның достары ма деп сұрайды. Дәл осы сәтте олардың арасына Синдзи мен Хаята келіп, өздерін ресми түрде таныстырады. Содан кейін ол Кайдодан Харука оның сүйіктісі ме деп сұрайды. Бұл оны қызартады. Бірақ ол оның көршісі және балалық шақтағы дос екенін айтады. Ол өзінің сүйкімді екенін айтып, кейінірек экскурсия жасауға уәде беріп, айналасына қарауын өтінеді. Кайдо оған алғысын білдіреді және олар кеткеннен кейін Харуканың оның құрбысы емес екеніне жеңілдеп, неге бұлай сезінетініне таңғалады. Осы уақытта олар бас ғимаратқа кіреді. Ал Кайдоның достары одан Эриді қайдан танитынын сұрайды. Сондықтан ол оны зынданда кездестіргенін айтады. Бұл Харуканы зынданда басқа қыздармен кездесіп жүргеніне ренжігендей сезінеді. Ол оған ашық кампус іс шарасы туралы айтқан Эри екенін түсіндіреді. Ол оның мұнда Эридің шақыруымен келгенін түсінеді және одан кейін оған алғыс айтуды ескертуін сұрайды және зындандар туралы айтпауға уәде бергенін еске салады. Балалар бұл жағдайға ыңғайсызданып отыр. Сондықтан олар гүлдерді жұлып алу керек деп Кайдоны сүйреп апарады. Олар Кайтадан Эримен бірге кеште болмағанын сұрайды және ол оны кездейсоқ кездестіргені үшін қызғанышпен қарайды. Олар зынданға оралмау туралы шешіміне өкінеді және Харука қазірдің өзінде зынданға барамын деп уайымдап жүргенін айтады. Сондықтан ол олардың алдында ол туралы айтқан сөздеріне абай болу керек. Содан кейін олар аудиторияға кіріп, сандық тақтаны байқайды. Хакура оларға студенттердің онлайн сабақтарға қатыса алатынын айтады. Содан кейін олар хабарландыру тақтасына қарайды. Онда ол әртүрлі клубтардың көп екенін атап өтеді. Кайдо медициналық құрал жабдықтарды байқап, зынданда да бар екенін айтқысы келеді. Бірақ достары оның сөйлеуіне кедергі жасайды. Содан кейін олар басқа бөлмеге кіреді. Ол оларға фильмдерді осы жерден көруге болатынын айтады. Содан кейін олар жерге отырып, бұл жердің әлемдік деңгейдегі ыңғайлылығы бар, таңғажайып жер екенін айтады. Кайтоның достары бұл тамаша мектептің олар үшін емес екенін түсінеді. Өйткені олардың бағалары мұнда оқуға түсу үшін жеткіліксіз. Кайто Харукамен қайтадан бір сыныпта болу үшін көп оқу керек екенін айтады. Бірақ достары оның қымбат оқу ақысын қалай төлейтінін сұрайды. Ол қазірдің өзінде зындандарды зерттейтінін айтқысы келеді. Бірақ ол тілін тістеп, толық емес жұмыс күнін табатынын айтады. Харука олардың сабақтар арасында осында отырып демалуға болатынын айтады және бұл талғампаз екенін айтып келіседі. Содан кейін олар шай ішіп, бірге өткізген уақыттарын тамашалайды. Кенет олардың алдынан Мику мен Хикари шығады. Хикаридің айтуынша, Айри оларға досымен бірге екенін айтқан. Ол оларды бір-бірімен таныстыруға тырысады. Бірақ балалар оның сөзін бөліп, өздерін таныстырады. Харука олармен амандасып жатқанда, Мику оның Кайдоның сүйіктісі екенін сұрайды. Бірақ ол қайтадан бас тартып, оны өзінің балалық шағындағы досы деп атайды. Содан кейін ол Хикариден оның мұнда не үшін келгенін сұрайды. Өйткені ол әлі орта мектеп оқушысы. Хикари мұнда келу мүмкіндігін жіберіп алмайтынын айтады. Харука олардың бір-біріне өте жақын болып көрінетінін айтып, оларды қайдан танитынын сұрайды. Мику олардың онша жақын емес екенін айтады. Ол шындықтың орнына оған не айту керектігін ойлайды. Бірақ Мику олардың зынданда кездескенін айтады. Бұл оның сатқындық сезімін тудырады және олар қорқады. Хикари оның неге сонша бозарғанын сұрайды. Ол қызып тұрғанын айтады. Кенет Эри оларға қосылып,
Асханада кешкі ас ішуге шақырады. Кайто өзін құтқарылдым деп ойлайды. Бірақ Харука әлі ашулы. Асханада балалар әлеуметтік желіде жариялау үшін тамақ суреттерін басады. Эри бұл жерде тамақ арзан екенін айтады. Өйткені бұл мектеп асханасы, бірақ балалар олай емес дейді. Оның айтуынша, олар қалағанына тапсырыс бере алады және сусындарды қайта пайдалануға болады. Содан кейін олар тамақ ішер алдында дұға етеді. Олар тістеп алып, оның дәмді екенін айтады. Мику Хикариден уақыт өткізуді ұнатама деп сұрайды және ол бұл ерекше күнді әрқашан есте сақтайтынын айтады. Тамақтанып болған соң Харука Кайтоға барлығына көбірек сусын әкелу керектігін айтады. Олар кетіп бара жатқанда, балалар зерттеуші ретінде оқып жүргенде Онигаварамен кездеспегенін сұрайды. Эри оның қорқынышты көрінетінін айтады. Мик оны ұнатпайды. Хаята өзінің диалогтарының бірін қайталайды. Ал Хикари оның дәл өзі сияқты естілетінін айтады. Эри бұл оның жаттығу күндерін еске түсіретінін және оның оған ұрысқан күнін әлі есінде сақтайтынын айтады. Мику сұрайды. Олар да зерттеушілер. Бірақ Хаята олардың Кайтомен жаңа ғана бірге оқығанын және өздерін қағаз зерттеушілері деп атайтынын айтады. Олар ұзақ лекциялар кезінде жиі ұйықтап қалатындарын айтып, зындандар туралы көп білмейтінін мойындай отырып, олар қағазды абайсызда алып кеткені үшін күзетшілердің тұтқындалып қала жаздағаны туралы әңгімелейді. Қару жарақ алынып тасталды. Бұл зындан. Эри олардың зынданнан ештеңе шығара алмайтынын растайды және ол жерде көптеген ережелер бар екенін, олардың барлығын ешкім есіне түсіре алмайтынын айтады. Сондықтан олар енді тек зындан саябағында серуенде алады және ешқашан жалықпайды. Эри биліктің зындан саябағын қаншалықты жақсы басқарып жатқаны туралы есеп жазғанын айтады. Көп ұзамай Харука мен Кайдо сусындарын алып қайтады. Кайдо кешігіп келгені үшін кешірім сұрайды. Содан кейін олар барлығына қызмет көрсетеді. Бірақ Харука неге бәрі зынданға барады деп таңғалады. Ал Эри оларға экскурсияны жалғастыруды ұсынады. Осы кезде Харука мен Кайдо дәлізде тұрып, колледждің веб-сайтын қарап жатыр. Содан кейін олар бассейнге барады. Ал Кайдо Харуканың оны бастауыш мектепте суға батып кетуден құтқарған күнін, сондай-ақ оны қаңғыбас иттен қорғағанын есіне алады. Содан кейін Хикари кеудесінде бұрын-соңды болмаған бір түрлі сезімге шағымданады. Ал Мику Кайдоны ұнатпайтынына таңғалады. Содан кейін олар баспалдақпен түсіп, футбол алаңына түседі. Хикари Кайдоға қарап тұра алмай, тепе-теңдігін жоғалтады. Бірақ ол оны уақытында құтқарып, оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Ол жақсы екенін айтады және оған алғыс айтады. Өйткені басқалары оның қимылдары әсерлі екенін айтады. Ол жаттығудың арқасында тез әрекет ете алды ма деп ойлайды. Бірақ Мику оның сөзін бөліп, оны қанша уақыт ұстайтынын сұрайды. Сондықтан ол оны жерге түсіреді. Мику оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Бірақ ол жауап бермейді. Кенет футбол добы Микаға тиіп кете жаздады. Бірақ ол оны тепкілеп, доп қақпаға тиді. Содан кейін Хикари Микадан оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Ол оның жағдайы жақсы екенін айтады. Ал екіншісі оны керемет деп санайды. Содан кейін Ари дожоға баруды ұсынады. Онда ол оларды неге шақырғанына таңғалады және өз шеберлігін көрсетеді. Барлығы оны қол шапалақтап, оның керемет екенін айтады. Бірақ ол Кайтоны ұнататынын түсінеді. Ал Харука уайымдаған көрінеді. Экскурсия аяқталғаннан кейін олар ажыраспас бұрын телефон нөмірлерін ауыстырады. Ал Ари олардан қандай да бір сұрақтар туындаса, оған хабарласуын сұрайды. Синдзи мен Хаята нөмірлерін алғанына қуанышты. Эри олардың біраз уақыт бірге болғанына қуанышты екенін және олар қоштасып жатқанын айтады. Ал қазір біз Кайто мен оның достарының пойызбен келе жатқанын көріп отырмыз. Хаята Синдзиден қай қызды ұнататынын сұрайды. Ол біреуін таңдай алмайтынын айтады. Өйткені ол үшеуін де жақсы көреді. Хаята олардың зындандарға қайта оралып, олармен бірге уақыт өткізу керек деп санайды. Бірақ Катио оларға бұл туралы айтуды доғаруды бұйырады. Бірақ олар оны елемей Харуканың пікірін сұрайды. Бірақ ол қалағаныңды істе дейді. Кейінірек біз Кайдо мен Харуканың үйлеріне қайтып бара жатқанын көреміз. Ол Ука академиясына бірге түсу үшін көп оқитынын айтады. Бірақ ол одан Арес тобындағы біреуді ұнататынын сұрайды. Ол оған біреуді ұнататынын білмейтінін айтады және бір күні бұл туралы оған айтатынын айтады. Ол неге барлығын атымен атайтынын сұрайды. Ол бірдеңе болды ма деп сұрайды да, ол жақсы екенін айтып, үйіне қарай бет алады. Бірақ оның ренжігені анық. Содан кейін Кайдо ваннаға түсіп, Харуку неге адамдарды атымен атайтынына мән беретініне және оның қызғанышпен қарайтынын түсінетініне таңғалады. Бірақ ол оны қызғанбайды деп ойлап, бұл ойдан бас тартады. Содан кейін ол Сильфи мен Люцерия бүгін оларды шақырмағаны үшін оған ашулана ма деп ойлайды. Келесі күні ол аң аулауға қайта оралып, қыздарға жиналған сиқырлы ядроларды ұсынады. Бірақ Люцерия оған басқа күні қыздармен уақыт өткізу үшін оларды тастап кеткенін еске салады. Ол мектептегі іс-шарада бос емес екенін түсіндіріп, мектептің не екенін білетінін сұрайды. Ол өзінің ақымақ емес екенін айтып, бұл туралы Сильфиден сұрайды. Сильфи бұл жерде адамдар оқитын жер екенін түсіндіреді. Бірақ ол оларды әлі де назардан тыс қалдырмау керектігін айтады. Оның орнын толтыру үшін ол әрқайсысына 3 ядро ұсынады. Бірақ Люцерия бұл жеткіліксіз және 100 ядроны қажет етеді дейді. Кенет олардың артынан сирек шырыш келіп, оған шабуыл жасауды бұйырады. Ашуланған ол оны бірден жойып жібереді. Содан кейін олар қанша ядро алатынын сұрайды және ол әрқайсысына 10 ядро ұсынады. Бұл жолы олар оны қабылдап кешіреді. Содан кейін ол шырышпен жабылған затты алып, оның өнімділігін тексереді. Ол бұл пайдаланушыға көрінбейтін қабілеттер беретін қуат қолғаптары екенін біледі. Ол 8 қабатқа көтеріліп, оларды сынап көруді шешеді. Бірақ олар не болып жатқанын көре алмайды. Ол өзінің күші көрінбейді деп ойлайды.
сондықтан ол суға соғылып, соққының нәтижесін көреді. Соған қарамастан, ол құбыжықтарға қарсы қолдануға тым әлсіз екеніне күмәнданады, және егер ол оны пышақпен біріктіріп, суды осы қулықпен жарып жіберетінін байқаса, не болатынын ойлайды. Ол тіпті бетіндегі мұзды да басқарады. Дәл осы сәтте Эри тобы келеді, және олар Люцерия мен Сильфи бұған қуанбаса да, өткен күні қаншалықты көңілді болғанын айтып береді. Ол оқуға түсу үшін көбірек оқу керек екенін айтады. Ал Эри мүмкіндігінше онымен бірге оқуды ұсынады. Мику мен Хикари де оларға қосылғысы келеді. Сондықтан ол Харуканы шақыра аламын ба деп сұрайды. Ал Эри оларға сабақ беруге келіседі. Содан кейін ол Сильфи мен Люцериядан қолдау сұрайды. Бірақ олар әлі де ренжіді. Ол жасаған барлық істері үшін кешірім сұрайды, және тамақ ішіп жатқанда оларға көбірек торт береді. Мику мен Хикари оларды сүйкімді деп атайды. Содан кейін олар 9-шы қабатқа көтеріледі. Ал Сильфи бірден алда тұрған құдіретті құбыжықты сезеді. Кайдо не істеу керектігін сұрайды. Өйткені басқа амал жоқ. Бірақ Люцерия мұны істей алатынын айтады. Ал Эри бірдеңе дұрыс болмаса, олар кері шегінуі мүмкін екенін айтады. Олар сақтықпен әрекет етіп, жылан тәрізді құйрығы бар үлкен екі басты құбыжықпен бетпе-бет келеді. Люцерия бұл Артрос екенін айтады, және олар оның осы қабатта не істеп жүргеніне таңғалады. Ол оларға шегінуді ұсынады. Бірақ құбыжық оларға қарай жүгіреді. Содан кейін Люцерия отпен шабуыл жасайтынын айтады, және ол Сильфиге темір қабырғаны төгіп тастауды айтады. Айри үлкен зеңбіректі алып, олардың да дайын екенін айтады. Ал Хикари оны тұзаққа түсіру үшін жерге сиқыр жасайды. Содан кейін Люцерия оған тозақ отымен шабуыл жасайды. Бірақ бұл нәтиже бермейді. Ал құбыжық жауап ретінде отты шығарады. Содан кейін Люцерия каустикалық тыныс алуды қолданады. Ал Мику алға қарай серпіліс жібереді. Бірақ олардың шабуылдары тиімсіз. Сондықтан Кайдо оның назарын аудару үшін алға ұмтылып, Люцерияға ішін нысанаға алуды бұйырады. Ол оған жүгіріп келіп, ішін жарып жібереді. Ол оларға көбірек от күші қажет екенін түсінеді. Сондықтан ол Сильфиге құдайдың найзасын қолдануды бұйырады. Ол найзасын шақырып, оған шабуыл жасайды. Ал Люцерия шабуылын жалғастырады. Ал басқа қыздар атуды жалғастырады. Құбыжық шабуыл жасамақ болғанда, Кайдо отты тоқтату үшін өзінің су сиқырын пайдаланады, және барлығына шабуыл жасауды жалғастыруды бұйырады. Олардың барлығы оған үздіксіз шабуыл жасай бастайды, және ақырында оны жеңе алады, және олар жеңісті өздерінің командалық жұмысын мадақтау арқылы тойлайды. Содан кейін Мику үзіліс жасауды ұсынады, өйткені олардың барлығы шаршады. Ол Сильфи мен Люцерияға жүректерін беріп, алғыс айтады. Алайда Люцерия құбыжықтың неліктен осында пайда болғанын әлі күнге дейін таңғалдырады. Ал Сильфи жақын жерде қандайда бір күшті нәрсені сезінеді. Қараңғы үңгірден оның итін ғана жеңдік деген дауыс шығып, жын пайда болды. Олар оның Артросты басқарғанын түсінеді, және ол олардың қашып кетуіне жол бермейтінін айтып, онымен бетпе-бет кездесуге дайын екендіктерін сұрайды. Люцерия өзін қорлайтындай күшті көрінбейтінін айтады, және ол жын болса да, оларға шабуыл жасаса да, оны аямайтынын айтады. Сильфи тез арада темір қабырға жасайды. Оған оның тосқауылы әсер етіп, оны қылышымен ұрды. Кайдо өзінің жылдам екенін түсініп, Сильфиге тосқауылды түсірмеуін айтады. Олар жынға қолында бар нәрсемен шабуыл жасайды, бірақ оған ештеңе әсер етпейді. Люцерия Сильфиге шабуыл жасауға рұқсат беруді ұсынады, бірақ Кайдо олардың қорғанысын жоғалтып аламыз ба деп қорқады. Эри олар өздерін қорғай алатынын айтады. Сондықтан ол Сильфиге дайын болуын айтады. Содан кейін ол және жоңышқа шабуыл жасайды, бірақ бәрібір нәтиже бермейді. Кенеттен ол Кайдоны пышақтап өлтірмекші болды, бірақ Эри қылышын жауып, оны шетке лақтырып жіберді. Ол қайтадан Кайдоға шабуыл жасайды, бірақ ол өзін сиқырлы пышақпен қорғайды. Ашуланған жын оны ұрып, мұз қабатын сындырып, қабырғаға ұрады. Кайдо дәріні ішеді, ал қалғандары шабуыл жасайды. Мику оны тексеріп жатыр. Ол жақсы екенін айтып, оған өзінің жоспары туралы айтып берді. Содан кейін ол және Снеч жынның назарын аударады, өйткені ол артқы жағынан пышақтап жатыр. Бірақ ол өзін өзі сауықтырады. Ал Кайдо құбыжықтар емделмеуі керек дейді. Бірақ жын оны жерге құлатып ұрады. Қыздар оны қорғауға тырысады, бірақ ол оларды әп-сәтте жеңеді. Сильфи оған найзасын лақтырып жібереді, бірақ ол оны шетке лақтырып жібереді. Содан кейін Люцерия оларды ұстап тұрғанда қашып кетуді бұйырады. Кайдо сөмкесін ақтарып жатыр. Кенет жын оны өзіне қарай итеріп жіберді. Кайдо оны қалай жеңуге болатынын ойлап жатыр, және панель пайда болады. Ол Люцерияның ашкөздіктің сұлулығы деп аталатын дағдысы бар екенін көрсетеді. Ол біреудің өмірлік күшін сіңіру арқылы оның депутатын уақытша арттырады. Сондықтан ол оған оны пайдалануды айтады. Ол оның өлуі мүмкін екенін ескертеді, бірақ ол оған сенетінін айтады. Сондықтан ол оның энергиясын сіңіру арқылы дағдыны белсендіреді, және оның деңгейін қалпына келтіре отырып, ересек пішінге айналады. Жын оның қайдан келгенін сұрайды, және ол оны өлтіру үшін осында келгенін айтады. Ол қара магиямен шабуыл жасайды, бірақ оған зиян тигізе алмайды, және ол оны төменгі сыныптағы жын деп атайды. Ол оның кім екенін сұрайды, және ол өзін жын Висконт Люцерия деп таныстырады. Ол оның не үшін келгенін сұрайды, және ол достарына зиян келтіргені үшін, ақша төлеу үшін осында екенін, және оны жеңу үшін өзінің құдайлық шеберлігін пайдаланып жатқанын айтады. Кайдо бітті дейді, және егер ол сиқырды шешпесе, оның ақыры болатынын түсінеді. Бірақ ол оның ересек формасы туралы не ойлайтынын сұрайды. Ол жауап бере алмайтынын айтады, бірақ ол жауап беруді талап етеді. Сондықтан ол оның өте талғампаз екенін айтып, есінен танып қалады. Ол бұдан былай оған мейірімділікпен қарайтынын сұрайды, және ол иә деп жауап беріп,
одан дағдыдан бас тартуын сұрайды. Ол ақыры балалық шағындағы формасына оралады. Олар демалып жатқанда, ол өзінің деңгейін көтеріп, ауырсынуға төзімділік деп аталатын жаңа дағдыға ие болғанын байқайды, және бұл оған көмектесетінін айтады. Содан кейін қыздар өздерінің де деңгейлерінің жоғарылағанын және бір-біріне бестік беретінін көрсетеді. Содан кейін ол Ортрас ядросын қолына алып, бұл оның бұрын соңды көрген ең үлкен ядросы екенін айтады. Содан кейін ол жынның қызметшісінің картасын алып, онымен не істеу керектігін сұрайды. Қыздар оған оны сақтай алатынын айтады. Бірақ Люцерия оны лақтырып таста дейді. Ол өзін мықтымын деп мәлімдейді. Бірақ ол оған сатуын айтады. Бірақ оның орнына ол жын шақырады. Ол тағы бір мықты қызметшісінің болғанына қуанышты. Бірақ жын бала кейпінде көрініп, өзін Балурия деп таныстырады. Ол шақырылған кезде оның деңгейі қалпына келетінін түсіндіреді. Ал Кайдо бұл шешіміне бірден өкінеді. Содан кейін душ қабылдағанда, ол неге басқа жын шақырғанын ойлайды. Оның артында Балурия пайда болып, арқасын сүрте бастайды да, одан қашып кетеме деп сұрайды. Ол біреудің келе жатқанын түсініп, енді оның командасының бір бөлігі екенін және олар соңына дейін бірге болатынын айтады. Қыздар олардың әңгімесін естіп, олардың тіл табысып кеткенін түсінеді. Содан кейін олар әкімшіге өзегін көрсетеді. Ал ол 9-шы қабатта Ортростың пайда болғанына таң қалады. Еденнің атын атап, дереу тергеуді бастайтындарын айтты. Ол оны 24 миллион иенге сатып алуды ұсынады. Ол оның шотына аударылады. Олар қарсы емес дейді. Бірақ ол ақшаны төртеуі арасында тең бөлу керек дейді. Содан кейін ол оған салық декларациясының құжатын беретінін айтады. Бірақ оның не екенін білмейді. Біз оларды кейінірек мейрамханада кездестіреміз. Онда ол Эриден салық декларациясын қалай тапсыру керектігін сұрайды. Және ол өзінің барлық шығындарының есебін жүргізуі керек екенін айтады. Және Мику оған барлық түбіртектерін шот фактуралар бойынша жинауды бастауды айтады. Олар кеткелі жатқанда Эри өзінің тамаша уақыт өткізгенін және Кайдоның өзіне ерекше нәрселерді тартатынын айтады. Бірақ ол оған ерекше ештеңе жоқ деп ойлайды. Әрі қарай біз Хикари мен Миканы бейне қоңырау кезінде демалыс күндері зынданда жаңа дағдыларын сынау мүмкіндігіне қуанғанын көреміз. Мику одан асықпауын өтінеді, бірақ ол жақсы екенін айтады. Алайда әңгіме аяқталғаннан кейін ол өзін нашар сезініп, жөтеле бастайды. Келесі күні Кайдо Балуриядан өзінің қабілетін көрсетуін сұрайды, бірақ ол әлі де қару сұрайды. Өзінің рыцарь екенін түсіндіре отырып, Кайдо бұрын қылышын сындырғанын есіне алады. Сондықтан ол сөмкесін ақтарып, вольфрам таяқшасын алып, оған қолын созады. Бірақ Балерия қылыш сұрайды. Сильфи мен Люцерия оған қожайынына құрмет көрсетпеу керектігін айтады. Бірақ Кайдо оның қолында тек осы таяқ бар екенін айтады. Сондықтан ол оны алып, гоблиндермен күресуге кіріседі. Олармен күресу оңай. Кайдо мен Эри оның жақсы күрескер екенін айтады. Дегенмен Люцерия бұрынғыға қарағанда баяу жүретін сияқты. Ол қазір бір деңгейде екенін түсіндіріп, жылай бастайды. Олармен бірге болып, жарқырауға мүмкіндік беруін өтінеді. Ол тіпті Сильфи мен Люцерияны ханшайымдар деп атайды. Бұл барлығын таңқалдырады. Содан кейін Кайдо оның баяу, бірақ әлі де күшті екенін айтып, оны тыныштандырады және олар бірге көптеген құбыжықтарды жеңеді. Ол сондай ақ оған емдік дағдыларын сынау керектігін айтады. Сондықтан ол құбыжықтармен күресіп, HP-ді төмендетуге жаттығады. Ол Балурияға оны емдеуін айтады. Бірақ бұл оның денсаулығының бір бөлігін ғана қалпына келтіреді. Балурия оның қара дәрісі олардың өлуіне жол бермеу үшін жеткілікті денсаулықты қалпына келтіре алатынын түсіндіреді. Бірақ ол Люцерия өзінің ашкөздік сұлулығын пайдаланған кезде өзін-өзі емдей аламын деп ойлады. Ол оларға мұны істеуге тырысуды ұсынады. Бірақ ол бас тартады. Өйткені оның денсаулығы қазірдің өзінде шегіне жетті және ол тасқа соғылып, өзін жарақаттады. Содан кейін Балурия қайтадан қара дәріні қолданады және оның ауруы басылады. Ол мұның пайдалы болуы мүмкін екенін түсініп, енді сусын сатып алудың қажеті жоқ екенін айтады. Енді қыздардың жаңа қабілеттерін сынайтын кез келді. Қола големмен күресіп жатқанда, Хикари оны тұзаққа түсіру үшін өзінің жаңа мұз шеңбері заклинаниясын қолданады. Содан кейін Эри өзінің күшті сиқырлы шабуылын пайдаланып, големді әп-сәтте жарып жібереді. Кайдо олардың жаңа дағдыларының керемет екенін айтып, оларды мақтайды. Бірақ Эри оның жаңа шабуылы көп энергияны жұмсайтынын, сондықтан оны жиі пайдалана алмайтынын айтады. Содан кейін Мику мен Снеч 3 тас големді қабылдау үшін алға шығады. Мику құбыжықтарды билеу үшін өзінің би сиқырын пайдаланады. Содан кейін Снеч оларға кірпінің жүздеген тікенектерді атып, оларды жеңу қабілетімен шабуыл жасайды. Олар алға жылжып бара жатқанда, Сильфи алдынан құбыжықтарды тауып алады. Сондықтан Кайдо оған өзінің жаңа Валькири әні дағдысын қолдануды айтады. Ол ән айта бастағанда үлкен періште пайда болады және Кайдо гоблинді оңай жеңуге мүмкіндік беретін бір түрлі сезімге ие болады. Ал Балурия мен Люцерия қалған екі құбыжықты аяқтайды. Кайдоның айтуынша бұл керемет болды. Ал Люцерия өзін бір сәтке күштірек сезінгенін айтады. Бұл Сильфидің жаңа шеберлігі олар үшін жұмыс істейтінін білдіреді. Бірақ Балурия оның ештеңе сезбегенін айтады. Эри бұл олардың бір-біріне қаншалықты сенетініне байланысты болуы мүмкін екенін түсіндіреді. Және ол оларға сене бастау керек екенін айтып, оны жігерлендіреді. Ол оларға алғысын білдіріп, қылышпен күрескені дұрыс екенін айтады. Дәл осы сәтте Кайдо 1 минутқа кетіп, жаңа қылышпен оралады. Оның айтуынша, бұл өте қымбат. Ал Балурия жылай бастайды. Олар оған ұнамады деп ойлайды. Бірақ ол мұғалімінің оған жаңа қылыш сыйлағанына көңілі қалғанын айтады және ол қолынан келгеннің бәрін жасауға уәде береді. Ең жақсысы. Содан кейін ол қылышпен құбыжықтар тобымен күресіп, оларды оңай жеңіп, барлығын таңқалдырады. Сондықтан Кайдо оны 3 ядрамен марапаттайды. Ал Балурия қылышпен өзін әлдеқайда күшті сезінетінін айтады. Кайдо оған семсерлесуді үйрете аласың ба деп сұрайды.
ал Балурия бірден бастауға келіседі. Бірақ ол бүгін ерте кету керек екенін айтады, ал Ари оны үйіне сабаққа шақырады. Содан кейін ол Балурияға келесі жексенбіде жаттығатындарын айтады. Енді біз Кайто мен оның достарының қақпа алдында күтіп тұрғанын көреміз. Олар дұрыс жерде ме деп сұрайды. Көп ұзамай Мику мен Хикари көліктерімен келе жатыр. Ал Мику қоңырау соғады. Қақпалар ашылып, олардың артындағы орманды көріп шошып кетеді. Кайто оның көлігіндегі қыздарға қосыла алатынын сұрайды. Бірақ Хикари оларға ұлдардың жаяу жүруі үшін ұзақ жол бар екенін айтады. Қыздар Эридің үйіне жетіп, онымен амандасады. Эри олардың осында болғанына қуанышты екенін айтады. Харука өзінің әдемі үйі бар екенін айтады, және оның отбасы ақыл мен шеберлік арасындағы дұрыс тепе-теңдікті сақтау үшін жекпе-жек өнерімен айналысатынын түсіндіреді. Оларда тыныштандыратын сарқырама, жаттығуға арналған жақсы жабдықталған дожо және күш пен төзімділікті арттыру үшін үлкен аула бар. Ақыры балалар үйге келіп, ішке кіреді. Эри оның бөлмесі олардың барлығы үшін тым кішкентай екенін айтады. Сондықтан ол оларды дожоға апарады, және егер олар зейінін жоғалтса немесе сарқырамаға барса, жаттығуға болатынын. Бірақ олар ештеңе істей алмайтынын айтады. Кайтодан басқасының бәрі үстел басында отыр. Сондықтан Эри оған қасына отыр деп айтады. Бірақ Харука олардың бірге отырғанын ұнатпайды. Синдзи мен Хаята бір-бірімен Хикариге кім көмектесетіні туралы дауласады. Бірақ ол Харуканы таңдайтынын айтады. Ал Кайто Харуканың екеуінен де жақсы екенін айтады. Бірақ Синдзи оған қызды ұнататынын айтып, оны мазақтай бастайды. Бұл олардың бәрін ыңғайсыз етеді. Содан кейін Эри сарқырамаға баруды ұсынады. Кайто олардың енді ғана бастағанын, бірақ қалғандарының бәрі баруға дайын екенін айтады. Сондықтан ол олардың үзіліс жасай алатынына келіседі. Олар қазір ақ халаттылар. Ұлдар судың салқын екенін айтады. Бірақ қыздар сарқыраманың астында медитация жасап, өздерін керемет сезінетінін айтады. Кайто Харукаға қарап, оның сүйкімді екенін айтады. Бірақ ол оған сәттілік тілейді. Өйткені медитацияға ұлдардың кезегі келді. Бірақ олар жылап, көмекке шақыра бастады. Осыдан кейін біз ұлдардың басынан кешкендерінен шаршағанын көреміз. Бірақ қыздар бұл күнді ұнатқанын және көмектескісі келетінін айтады. Қайтадан бірге оқығысы келеді. Ал Кайдо Хакураға ұнағанына қуанышты екенін айтады. Зынданға оралғанда Люцерия сарқыраманың астында тұру үшін оқуын тастап кеткеніне ашуланды, бірақ Хикари оларға ұнағанын және 10 қабатқа көтерілуге күш қуаты мол екенін айтты. Қызметшілер бұл әділ емес дейді. Бірақ Люцерия оларға қалай көңіл көтеру керектігін көрсету керек дейді. Мику Хикаридің өзіне қысым жасап жатқанына алаңдайды. Бірақ Хикари оның жақсы екенін айтады және оның бақытты күндерін көбірек өткізгенін қалайды. Кайдо оның не айтып тұрғанын түсінбейді. Кенет Сильфи құбыжықтар оларға жақындап келе жатқанын айтады. Ол одан ән айтуын өтінеді. Ал ол ән айтып жатқанда Хикари оларды тұзаққа түсіру үшін өзінің мұз шеңбері сиқырын пайдаланады. Кайдо Балурияға Айри екеуі басқа құбыжықпен соғысып жатқанда кесірткелерге шабуыл жасауын айтады. Содан кейін Мику өзінің би сиқырын қолданып, олармен күресу үшін Снечті жібереді. Ал Айри тағы бір құбыжықты өлтіреді. Кайдо олардың 9 қабаттағы құбыжықтарды оңай жеңгеніне сене алмайтынын айтады. Бірақ Люцерия ашуланады. Өйткені оның күресуге мүмкіндігі болмады. Олар ядро жеп жатқанда Мику оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Бірақ ол әлі де ренжіді. Ал Хикари бұл қуанышты күндер мәңгілікке жалғасады деп үміттенеді. Ақыры олар 10 қабатқа көтерілді. Кайдо не істеу керектігін сұрайды. Хикари енді артқа бұрыла алмайтындарын айтып, кететін уақыт келді дейді. Бірақ кенет оның кеудесі ауырып, есінен танып қалады. Мику оған көмектесуге асығып, оны ұстап тұруды айтады. 2 жыл бұрынғы естеліктерде біз Микудың дүкенде отырғанын көреміз. Онда бала оны патшайым деп атайды және оны дуэльге шақырады. Ол келіседі. Бәрі оны дүкен чемпионы деп танитыны белгілі болды. Бірақ бала оған қарсы тұра береді. Қалай болғанда да бұл ол қайтадан жеңеді. Бірақ ол тағы бір раунд сұрайды. Ол оған уақытын босқа өткізбеу керектігін айтады. Ашуланған ол жеңетінін айтады. Өйткені ол мұнда басқа ешкімнің қалтасы көтере алмайтын сирек карталарды сатып алады. Ол келіседі. Бірақ сирек карталардың болуы ойыншыны күшті етпейтінін түсіндіреді. Бірақ бұл шеберлік сізді жақсы ойыншы етеді және ол кетіп қалады. Ол жалығып бара жатқанын айтады. Өйткені оған қарсы шығатын басқа ешкім жоқ. Дәл осы сәтте Хикари келіп, оған қарсы шығады. Қазіргі уақытта біз Хикариді ауруханада көреміз. Аридің айтуынша, дәрігерлер оған көбірек демалу керек екенін және олар үйге қайту керек екенін айтты. Бірақ Мику ол жерде ұзағырақ болатынын айтты. Кайдоның айтуынша, ол жақсы болады. Өйткені дәрігерлер оған күшті дәрілер берген. Бірақ ол дәрілер оның ауруын емес, жарақатын ғана емдейді деп мәлімдейді. Эри Хикаридің ауруы туралы қайдан білетінін сұрайды. Кенеттен Хикаридің ата-анасы келеді. Ал Мику бұған жол бергені үшін кешірім сұрайды. Бірақ анасы бұл оның кінәсі емес екенін айтады. Ал әкесі олардың барлығына Хикариге қамқорлық көрсеткені үшін алғыс айтады. Ол Хикаридің олар туралы және олармен уақыт өткізуді қалай жақсы көретіні туралы айтып жатқанын қосады. Мику бөлмеден жүгіріп шығады. Сондықтан Ари мен Кайто кешірім сұрап, оның соңынан ереді. Көшеде олар Аяз атаның киімін киген адамдарды көреді. Мику бұрышта отырып, Хикаридің жүзінен күлкі кетпейтінін айтып, оны алғаш кездестірген және оған қарсы шыққан күнін есіне алады. Карта ойыны. Ол олардың палубасы бірдей екенін байқап, оның өзі сияқты бай болу керек екенін айтады. Өйткені бұл сирек кездесетін карталар байлыққа тұрарлық. Бірақ ол Хикаридің агрессивті ойын стилін көшіре алмайтынын байқайды. Өйткені ол тым қорғанысқа ие, сондықтан Мик матчта жеңіске жетеді. Хикари мұңайып,
палубасын неге көшіргенін сұрайды. Хикари оны жақсы көретінін және өзі сияқты жақсы ойыншы болғысы келетінін айтып, бұл ұят па деп сұрайды. Мику оған өз стиліне сәйкес палуба жасауды үйретуді ұсынады және оны патшайымның орнына шын атымен атауды сұрайды. Осы сәттен бастап олар дос болды және ол енді жалықпайды. Өйткені олар барлық уақыттарын бірге өткізеді. Бір күні олар халықаралық турнирге жұп болып қатысуды ұйғарады. Мику оған қарсыластары туралы жүргізген зерттеулерінің нәтижелерін көрсетіп жатыр. Турнирде олар жеңіліссіз қалып, жұптық сында чемпионы атанды. Кенет Хикари дәл сахнада есінен танып қалады. Ол оны ауруханаға апарып, ауруы туралы неге айтпағанын сұрайды. Хикари кешірім сұрап, жақын арада оған бәрін айтып беретінін айтады. Ол Хикаридің ата-анасы келгенше және Хикаридің әкесі Хикаридің ауруы туралы айтып бергенше жансақтау бөлімінің сыртында күтіп тұр. Кайдо одан бұл туралы айта аласың ба деп сұрайды. Бірақ ол үндемейді. Сондықтан Эри оны жалғыз қалдыру керек дейді. Дәл осы сәтте Хикаридің әкесі келіп, Хикаридің айықпас дертке шалдыққанын, оның ағзаларының істен шығуына әкеліп соқтырғанын және ол мұны қалай істеу керектігін білмейтінін айтады. Бізде әлі көп уақыт қалды. Кайдо Хикари бұл туралы біледі ме деп сұрайды және ол өзінің жағдайын толық білетінін айтады. Өйткені ол ақылды қыз. Эри өзінің ауру белгілерін ешқашан байқамағанын және әрқашан көңілді болғанын айтады. Содан кейін Мику дәрі-дәрмектің барлық белгілерді жасырғанын, ал оның жоғары статистикасы оған зынданда да көмектескенін айтады. Алайда оның әкесі Хикаридің зерттеуші екенін білмеді. Өйткені ол демалыс күндерін достарымен саябақта өткізгенін айтты. Мику оған өтірік айтқаны үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол оған бұлай жасамауын айтады. Өйткені Хикари олардың бұл туралы білгенін қаламайды. Содан кейін Кайдо Хикаридің өз күйінде зынданда неліктен соғысқанын сұрайды. Мику Хикаридің ауруы туралы білген күннен бастап интернеттен ем іздеп жүргенін және зынданда эликсир деп аталатын арнайы зат бар екенін анықтағанын айтады. Хикари бұл туралы бұрыннан білетінін және оны табу үшін зындандағы жорыққа қосылғысы келетінін айтады. Бірақ ол Хикариге бара алмайтынын айтады. Өйткені бұл оған қауіпті болуы мүмкін. Хикари қауіпті білетінін, сондықтан оны жалғыз жібере алмайтынын айтады. Содан кейін олар саябаққа барады. Онда Хикари егер олар эликсирді тапса, оның көптеген ауруларды емдеуге, сансыз адамдардың өмірін сақтап қалуға және отбасыларына бақыт сыйлауға көмектесетін, зерттеулеріне көмектесе алатынын айтады. Хикари оны жалғыз жібере алмайтынын айтады. Бірақ ол оны өзі үшін тапқысы келеді. Сондықтан ол зындандарға бірге баруға келіседі. Өйткені ол бірдеңе ойласа, оны енді жібермейтінін біледі. Ал Хикари оны онымен бірге жасағанының арқасында құшақтайды. Оның айтуынша, олар алдымен зерттеушілерді даярлау курсынан өтіп, эликсирді табады. Содан кейін Хикари өзінің де батыр болғысы келетінін айтады. Қазіргі уақытқа оралсақ, ол ауруына қарамастан, Хикари әрқашан бірінші кезекте басқа адамдар туралы ойлайтынын және оны артта қалдыра алмайтынын айтады. Бірақ ол қызының өзі сияқты досы болғанына риза екенін және онымен бірге зынданда болғаны үшін алғыс айтатынын айтады. Және ол Хикаридің өзі үшін не істейтінін істеп жатқанын айтады. Кайдо бұл сөздерді бір жерден естігенін түсінеді. Ол Хикаридің науқас адамдар үшін қаһарман болғысы келетінін, сондықтан оның жалғыз кейіпкері болғысы келетінін жалғастырады. Содан кейін ол бұл туралы ертерек айтпағаны үшін Эриден кешірім сұрайды. Бірақ Эри бәрі жақсы екенін айтады. Өйткені ол да солай істейтін еді және оның эликсир іздеуіне қосыла алатынын сұрайды. Оның айтуынша, олар оның бар жоғын білмейді. Бірақ Эри егер олар оның бар екеніне сенсе, оған да сенетінін айтады. Содан кейін Кайдо эликсирдің қалалық аңыз екенін оқығанын айтады. Бірақ оның жаңа айтқанынан кейін ол да оны тапқысы келеді. Олар тереңірек қазуды шешеді. Өйткені оны түсіретін құбыжық тереңірек деңгейде болу керек. Келесі күні олар 10 қабатқа көтеріліп, түйе құбыжықтарының жақындап келе жатқанын көреді. Кайдо Сильфиге ән айтуды, Микке оң жақтан шабуыл жасауды, ал Эриге сол жақтан шабуыл жасауды бұйырады. Ал Балурия орталықты өз еркімен басып алды. Люцерия не істеу керектігін сұрайды. Ол оған шетте қалуды айтады. Бірақ ол ашкөздіктің сұлулығын пайдаланғысы келетінін айтады. Сильфи ән айтқан кезде олар бір-бірінен алшақтап кетеді. Мику өзінің 5 сиқырын құбыжыққа қолданып, оны тікенек шабуылымен аяқтау үшін сызықша жібереді. Эри өзінің сиқырлы найзасын пайдаланып, басқа құбыжықты өлтіреді. Ал Балурия құбыжықты мініп, оны пышақтап тастайды. Ол бұл эликсир емес екенін айтады. Ал Кайдо оны табу оңай болмайтынын айтады. Ал Мику оларға мүмкіндігінше көп құбыжықтарды жеңу керек екенін айтады. Люцерия Хикаридің айықпас дертке шалдыққанына сене алмайтынын айтады. Ал Сильфи оған эликсир табу керек екенін айтады. Эри бұл жерде ыстық екенін айтады. Кайдо бұл жердің қаңырап бос қалғанын айтады. Ал Мику гильдия азерді орнату керек дейді. Содан кейін ол Сильфи мен Люцериядан су керек пе деп сұрайды. Бірақ олар қатал ортаға үйреніп қалғанын айтады. Ал Балурия бұл туралы одан сұрамақ па деп сұрайды. Бірақ кенет ол бірдеңені естиді. Сильфи олардың астынан бірдеңені сезіп, құм құрты оны ұстап алады. Люцерия оның жарқырайтын уақыты келді дейді. Бірақ Сильфи оны тоқтатады. Егер олар оған шабуыл жасаса, олардың иесі де зардап шегеді деп. Содан кейін Мику өзінің 5 сиқырын қолданады. Ал құбыжық Кайдоны босатады. Бірақ Люцерия реакция жасамай тұрып, Балерия алға ұмтылып, оны бөліктерге бөліп, ешбір құбыжық қожайынына қолын көтеруге батылы жетпейтінін айтады. Бірақ Люцерия осы сәтті одан ұрлағаны үшін оған ашуланады. Жер асты ауруханасында олар Хикариге күндерінің қалай өткенін айтып береді. Микудың айтуынша, Люцерия ашуланғанда сүйкімді көрінеді. Ал Хикари зынданға оралып,
өзінің сиқырын қолдану үшін шығарылуын күте алмайды. Кейінірек күту бөлмесінде Мику Хикариге неліктен бұлай болғанын сұрап жылайды. Өйткені бұл әлемге ол сияқты адамдар көбірек қажет. Кайдо оның көлігі келгенін айтады. Эри оған жақын адамдарын қорғай алатындай күшті батыр болғысы келетінін айтады. Ал Хикари өте қуанышты. Олардың бірі, сондықтан олар қазір сәтсіздікке ұшырай алмайды. Кайдо үйге келгенде бұл сөздерді қайдан естігеніне таңғалады. Сосын Харука телефон соғып телефонды алады. Ол Хикари туралы сұрайды. Ол оған шындықты айта алмаймын деп ойлайды. Және бұл сөздерді ол зынданға қайтып бара жатқанда әкесін өтірікші деп айтып, жылаған күні естігенін есіне алады. Бірақ ол өзінің құпияларын ашу үшін зынданға түсу керек екенін айтты. Барлығының игілігі үшін ол оған кейінірек қоңырау шалатынын айтты. Бірақ ол ренжіді. Содан кейін ол зынданға оралды. Люцерия оның неге қайтып оралғанын сұрады. Ал Сильфи құмның астында жау жасырынып жатқанын сезді. Ал олардың астынан құбыжық пайда болды. Ол капитан Кацураги мен басқа батырлар сияқты әрекет етіп, құбыжықтармен күресіп, батыр болу керектігін айтты. Түнде Харука терезеден шаршаған Кайтоның үйіне қайтып бара жатқанын бақылап, жуынып жатқанда ол үшін уайымдайды. Анасы оның үйге кеш келетінін айтып, шамадан тыс жұмыс жасамауға кеңес береді. Бірақ ол жақсы екенін айтады. Келесі күні мектепте Харука оның сабақтан қалғанын байқайды. Дәл осы сәтте ол сыныпқа жүгіріп кіріп, кешігіп келгені үшін кешірім сұрайды. Бірақ мұғалім оны сабаққа байыпты қарау керек деп ұрсады. Хаяты Харукадан мектептен кейін Хикариге бару үшін оларға қосылама деп сұрайды. Бірақ ол бас тартады. Жолда олар Кайдодан оның жағдайы жақсымы деп сұрайды. Ол жай ғана шаршағанын және аздап ұйықтағысы келетінін айтады. Ал олар гильдияға жеткенде ол эликсирді іздеуді жалғастыру үшін зынданға бара жатқанын айтып кетіп қалады. Олар оған көмектесу керек пе деп ойлайды. Бірақ олар өздерінің күшті емес екенін және тек оған кедергі жасай алатынын түсінгенде қайғырады. Содан кейін олар Хикариге барып, онымен карта ойнайды, бірақ қайтадан ұтылады. Ол жай ғана карталарды жақсы меңгергенін айтады. Содан кейін ол келесі жолы бейне ойына келетінін айтады. Бірақ ол өзінің де жоғары дәрежелі ойыншы екенін айтып, жөтеле бастайды. Сондықтан олар кетуге шешім қабылдады. Ол олардың келесі сапарын күтетінін айтады. Хаяты оған Харуканың да ол үшін алаңдайтынын айтады. Ол бұл туралы білетінін айтады және олардан себет жібергені үшін алғыс айтуын сұрайды. Ол Харуканың әлі келмегеніне қынжылса да, олар Харукаға саябақты ұнатпайтынын айтады. Мику кенеттен Харуканың капитан Кацурагимен қандай да бір байланысы бар жоғын сұрайды. Хаяты оған бұл туралы айтқысы келеді, бірақ Синдзи оны тоқтатады. Содан кейін ол капитанның суреті бар кітапты көрсетіп, олардың фамилиялары бірдей және сыртқы түрі ұқсас екенін айтады. Ол оның 41 қабатта жоғалып кеткен зынданды барлау жөніндегі арнайы жасақтың бірінші капитаны болғанын оқиды. Хаяты өзінің Харуканың әкесі екенін растайды. Сондықтан Харука саябақты неге ұнатпайтынын түсінеді және олар Харуканың достарының зындандарды зерттеп жатқанына алаңдайтынын түсіндіреді. Бұл алайда ол капитан әлі тірі болуы мүмкін деп ойлайды және ол жақсарғаннан кейін тереңірек баратынын айтады. Оны табу үшін, өйткені ол Харуканың саябаққа келгенін қалайды. Осы уақытта топ зынданда Сфинкс құбыжығымен бетпе-бет келеді. Сильфи өзінің Валькири әнін айта бастайды. Сфинкс отты шығарған кезде топтың қабілетін арттырады. Балурия оның қожайынына ешкім зиян тигізе алмайтынын айтып, оны ұстап алады. Содан кейін Люцерия тозақ отымен шабуылдайды. Бірақ бұл оған зиян тигізбесе де, ол Сильфиге қарай жүгіреді. Бірақ Мику өзінің бей сиқырын қолданғанда тоқтайды. Айри жоғарыдан шабуыл жасайды. Ал Мику мен Снеч оған шабуыл жасайды. Ал Кайдо құбыжықтың астына түсіп, оны жеңу үшін сиқырлы пышақтың күшін пайдаланады. Ол Айри және Мику жарқырайды. Яғни олар Сильфидің деңгейін көтерді. Ал Балария оларды құттықтайды. Содан кейін Сильфи құбыжықтың үлкен өзегін көрсетеді. Кайдо оны көтеріп алып, күннің соңына дейін қозғалып, қақпаға жету керек екенін айтады. Алайда Люцерия мен Сильфи оларды тамақтандырмайынша ешқайда кетпейтіндерін айтады. Сондықтан ол оларға өзегін береді және олар өздерін сергек сезінеді. Балурия өз кезегін күтіп тұрғанда, олар әкімшіге хабарласады. Ол 4 миллион иен табатынын айтады. Ал Кайдо оған бұл соманы 4 тең бөлікке бөлуді айтады. Хикари әлі де олардың компаниясында болғандықтан ол келіседі және оларға сәттілік тілейді. Кейінірек отшашулар аспанды шарпыған кезде Кайдо қыздар жұмыс күндері бос бола ма деп сұрайды. Эри сабақ болмаған кезде келе алатынын айтады. Ал Мику басқа ештеңе жоспарламаса жақсы екенін айтады және ол оның жақсы ұйықтап жатқанын сұрайды. Ол жақсы екенін айтып, пойызына жету үшін алға қарай жүгіреді де күлімсіреп вокзалға кіреді. Үйге келгенде ол зындан туралы кітаптардың бүкіл бөлмеге шашылып жатқанын көреді. Ал ол компьютерде шоуды көріп отыр. Онда кейіпкерлер сирек кездесетін заттарды табу үшін тереңірек бару керек екенін айтады. Ол сондай ақ эликсирді табу үшін тереңірек қазу керек екеніне келіседі және 12 қабат туралы ақпараты бар кітапты іздейді. Келесі күні мұғалім оны сабақта ұйықтап жатқан жерінен ұстап алады. Бірақ ол оған тағы 5 минут уақыт беруін сұрайды. Сабақтан кейін ол үйге асығады. Бірақ достары оны тоқтатып, үзіліс жасауға көндіреді. Өйткені ол бірнеше күн бойы көп жұмыс істеді. Харука да оны демалуға көндіреді. Бірақ ол кешірім сұрап кетуге бұрылады. Содан кейін ол олардың Хикари үшін де алаңдайтынын, бірақ ол әлі де өзіне қамқорлық жасауы керек екенін айтады. Ол бір сәтке оған мұқият қарап, кетуге шешім қабылдады. Синдзи оны тоқтатамын ба деп сұрайды. Бірақ ол мұны Хикари үшін істеп жатқанын айтады. Ол зынданға қайтып барады. Онда қызметшілері оның 12 қабатқа көтерілуге дайын ба деп сұрайды. Ол қобалжығанын айтып,
оны тез арада тексеретіндерін айтады. Кенет тепе-теңдігін жоғалтып, құлап қалады. Олар оның жағдайы жақсы ма деп сұрайды. Ол бәрі жақсы деп жауап береді. Бірақ Люцерия шаршаған көрінеді. Ал Белурия оған біраз демалуға кеңес береді. Ол олардың қамқорлығын бағалайды. Бірақ оның жағдайы жақсы екенін және қауіп төніп тұрғанын сезсе, олар кері шегінетінін айтады. Олар алға жылжып бара жатқанда, ол еденнің суық болатынын түсіндіреді. Өйткені ол толығымен мұзбен жабылған. Люцерия пальтосын кию керек екенін айтып, одан қатты күш салмауын өтінеді. Олар алға қарай келе жатқанда, Кайто мұз қабатында қайтадан тайып кетеді. Люцерия мұзды тозақ отымен ерітуге болатынын айтады. Бірақ ол мұнда ештеңе жоқ деп бас тартады. Кенет Сильфи біртүрлі нәрсені сезіп, оның кеңейіп бара жатқанын түсіндіреді. Дәл осы сәтте үңгірден бір топ жарқанат ұшып шығып өтіп бара жатыр. Олар үңгірден не шығатынына дайындалып жатыр. Оларға жабайы қабандар тобы жақындап келеді. Сильфи темір қабырға тұрғызып жатыр. Бірақ Балурия олар шегіну керек дейді. Сондықтан ол Сильфиді ұстап алып, қабандардан қашып кетеді. Құбыжықтардың жақындап келе жатқанын көріп, ол Сильфиге шайқасқа дайындалып жатқанда Валькири әнін қолдануын айтады. Люцерия жолды тозақ отымен жауып тастайды. Бірақ құбыжықтар оның арасынан өтіп, олармен ең жақсы шабуылдармен күреседі. Біз көптеген ядролардың ауаға ұшып бара жатқанын көреміз. Өйткені Сильфи өзінің құдайлық найзағаймен шабуылға қосылып, шайқастың ортасында Люцерия мен Сильфидің деңгейі көтеріледі. Бірақ Кайдо қайтадан тайып кетеді де, аяғына тұра алмай тұрып, құбыжықтар оған соғылып, денсаулығы нөлге дейін төмендейді. Балурия алға ұмтылып, оны құтқарады. Люцерия оған оны алып, қашып кетуін айтады. Ал Сильфи құлаған сиқырлы өзектерді жинап жатыр. Құбыжықтар шабуыл жасағанда, олар ядроларды жеп, жаңадан ашылған дағдыларын пайдаланады. Богенаның үкімі және тазарту құмарлығы өздерінің алып, пішіндерімен бірге барлық құбыжықтарды жояды. Ал Балурия Кайтоны қауіпсіз жерге апарып, оны емдеуге тырысады. Көп ұзамай қыздар келіп, оның жағдайын сұрайды. Балурия оның жағдайы ауыр екенін айтады. Ал Люцерия оны оятуға тырысып, ұра бастайды. Содан кейін Сильфи сөмкесінен дәріні алып, оған береді. Бірақ ол оны жұта алмайды. Сондықтан ол оны өзі ішіп сүйеді. Алайда Люцерия қызғанып, солай істейді. Содан кейін олар кезек-кезек оған ауыздан ауызға жасанды тыныс береді. Кенеттен оның денесі жарқырай бастайды және ол оянады. Олар оның жақсы екеніне қуанады және ол қайтадан есінен танып қалса да, оларға алғыс айтады. Содан кейін оны дәрігер тексереді. Ари мен Мику келіп, не болғанын сұрайды. Әкімші оның 12 қабатта төбелесіп қалғанын түсіндіреді. Ал дәрігер сусындардың арқасында оған қауіп төніп тұрғанын айтады. Кейінірек олар оны үйге апару керек пе деп сұрайды. Бірақ ол бәрі жақсы екенін айтып, вокзалға қарай жалғыз қашып кетеді. Содан кейін біз оның өз ауласында зындан кітаптары мен журналдарын өртеп жатқанын көреміз. Сосын Харуканың үйіне қарайды. Сосын оның Харукадан оны бұрын тыңдамағаны үшін кешірім сұрағанын көреміз және ол қазір оның күн сайын не сезінетінін түсінетінін айтады. Әсіресе ол зынданда өліп қала жаздағаннан кейін. Ол өзінің әкесі сияқты батыр болғысы келетінін мойындады және оның жоғалып кеткеннен кейін адамдар әкесін жек көре бастағаннан кейін оның саябақта жылап жатқанын көрген күнін есіне алды. Дәл осы сәтте ол капитанның ізімен жүріп, оған зынданның құпиясын ашып, бұл адамдардың қателескенін дәлелдеуге шешім қабылдады. Ол өзін осы мақсатқа жету үшін 2 жыл бойы аң аулауға жұмсаған ешкім емес деп атайды. Алайда ол қазір қорқып, зынданға оралмайтынын айтады. Бірақ ол қателескенін айтады. Бұл рас болса да, ол оның кесірінен зынданды зерттей бастады. Бірақ енді Хикари үшін мұны істеу керек. Ол оған соңғы бірнеше күнде қаншалықты еңбек еткенін еске салады. Ол әкесінің батыр болу, қызмет ететін және қорғайтын, жалғыздық пен қауіп қатерге тап болатын және өз қалауын басқалар үшін құрбан ететін адам болу деген сөзін есіне алады. Басқалары да бар. Ол басқаларға көмектескісі келді. Ол мұның нені білдіретінін ақыры түсінгенін айтып, оның елеусіз емес, нағыз қаһарман екенін айтады. Ол оның зынданға барғанын қаламайтынын мойындады. Себебі бұл қауіпті және ол бір күні қайтып келмеуі мүмкін деп қорқады. Бірақ ол оны қазір тоқтатса, өкінетінін біледі және ол өзі де өкінеді. Егер ол жаққа оралмаса, өкінетінін біледі. Ол қандай тереңдікке түсу керектігін сұрайды және ол қандай құбыжық эликсирді тастайтынын немесе оның бар жоғын білмейді. Сонда ол оның қолынан келгенін ғана істей алатынын айтады. Содан кейін ол оның қолынан ұстап, ешкімде күресудің өз жолы жоқ деген үміт сәулесін көретінін айтады. Ол одан әрқашан аман есен оралатынына уәде беруін сұрайды және ол мен уәде беремін деп жауап береді. Зынданға оралғаннан кейін ол бүкіл таппен бірге бірінші қабатқа оралып, шламдарды жеңу эликсирді алудың ең жылдам жолы деп ойлайтынын айтады. Мику сирек кездесетін заттарды тереңірек қабаттардан табуға болатынын айтады. Бірақ Эри оған бірінші қабатта Сильфи мен Люцерияны тапқанын еске салады. Қабат. Содан кейін Сильфи себеп салдарлық байланыс заңын түсіндіреді. Оған сәйкес бәрі бір себеппен болады. Ол оның мұнымен не айтқысы келетінін толық түсінбейді. Сондықтан ол олардың барлығымен, өзімен, Люцериямен, Балуриямен, Эримен, Микамен және Хикаримен бір себеппен кездескенін және оның әрбір таңдауы оның өміріне, болашағына әсер ететінін түсіндіреді. Ол оның қолынан ұстап, оны қолдайтынын айтады. Люцерия оны үмітсіз деп атайды және олармен бірге екенін айтады. Ал Балурия ол да олармен бірге болатынын айтады. Мику мен Эри қуана еріп, оларға қосылатындарын айтса,
ол барлығына бірге сенгендері үшін алғыс айтады. Олар Хикариді құтқарайық дейді. Содан кейін олар шламдарды аулай бастайды. Тіпті Синдзи мен Хаята көмектесу үшін зынданға оралады. Сильфи Кайтоның достарымен кездескеніне қуанышты, ал Ирисені осында көргеніме қуаныштымын дейді. Олар күресті жалғастыра бергенде Харуканың батыр болу, қызмет ету және қорғау, жалғыздықпен, алаңдаушылықпен және қауіп-қатермен бетпе-бет келу және бейбітшілік үшін, басқалар үшін құрбандық шалу деген сөздері Кайтоның санасында жаңғырады. Қысқа үзіліс кезінде Ари олардың әлі сирек кездесетін заттарды таппағанын айтқан кезде Мик мұңаяды. Кенеттен Синдзи оларды Рождество мерекесімен құттықтайды. Ал Хаята Аяз ата оларға эликсир сыйлай ала ма деп ойлайды. Кайто Хикариге рождестволық кеш ұйымдастыруды ұсынады. Ал Мику оларға әлі де үміт үзуге болмайтынын айтады. Дәл осы сәтте Сильфи бұрын соңды кездестірмеген нәрсені сезінеді. Сондықтан Кайто оны тексеріп, кемпірқосақ шыламын табады. Ол оларға абай болу керектігін айтады. Егер ол тайып кетсе, оны енді ешқашан таба алмауы мүмкін. Сондықтан олар жайылып, оны жан-жағынан қоршап алады. Содан кейін Сильфи мен Люцерия оған шабуыл жасайды. Бірақ Слаг аман қалады және қашуға тырысады. Алайда ол оларды кез келген жерден табады. Олар ақырындап жақындаған кезде Слаг қорқып кетеді де. 3 санына қарай олар оған шабуыл жасайды және оны жеңе алады. Әрі қарай біз Ири мен Микудың Хикариді ауруханадан шығарып жатқанын көреміз. Дәрігер олардың соңынан ергенімен ата-анасы оларға сенуді шешеді. Содан кейін олар қалғандарын зынданда кездестіреді. Мику оған отыруға көмектеседі және олар Титан есімді ертегі ханшайымының қызметшісінің картасын тапқанын айтады. Бұл Титания. Олар Титанияның оны емдей алатын емші екенін түсіндіреді. Сондықтан Кайдо оған періні шақыр деп айтады және олардың барлығы оған әрі қарай жүріп шебер болуға кеңес береді. Сондықтан ол картаны алып оны шақырады. Көп ұзамай зынданды жарқыраған нұр басып, адам кейпіне енген жарқыраған энергияны көргенде бәрі таң қалады. Ал қыз пайда болады. Олардың дәл алдында ол өзін ақырын таныстырып амандасады. Кайдо оған Хикаридің ауырып жатқанын айтады. Ал Мику оны емдей алатынын сұрайды. Ол Хикариді емдеуге тырысады. Бірақ ол тым әлсіз болғандықтан оны әлі толық емдей алмайтынын айтып тоқтайды. Қалғандары одан бірдеңе көмектесе ала ма деп сұрайды. Сонда Ири оны толық емдей алмайтынын түсінеді. Бірақ ол оны ішінара емдей алады және олардың барлығы оны сынап көруді сұрайды. Сондықтан ол Хикаридің қолынан ұстап сиқыр жасайды. Хикари жарқырай бастайды және оны энергетикалық өріс қоршап алады. Өйткені бәрі оның жұмыс істейтінін күтеді. Сиқыр біткен соң ол көзін ашып, Микудың көмегімен орнынан тұрып, күш-қуатын сезінеді. Мику оны құшақтап, бұл ең жақсы рождестволық сыйлық екенін айтып, оны кейіпкер деп атайды. Содан кейін ол барлығына алғысын білдіреді және олардың барлығы оның кейіпкерлері екенін айтады және Титанияға оның тәлімгері болғанына қуанышты екенін және онымен бірге әлемді зерттеуді асыға күтетінін айтады. Титанияның айтуынша, оның жылы сөздері оған қуаныш сыйлайды және ол бұдан әрі не болатынын асыға күтеді. Кейінірек Кайдо бұл туралы Харукаға айтып, заклинание бар болғаны 1 жылға созылатынын айтады. Яғни оларда эликсирді табуға немесе Титанияға жоғары деңгейге жетуге көмектесуге 1 жыл уақыт бар. Ол оның зынданға қайта оралатынын және уәдесі есінде ме деп сұрайды. Ол есінде екенін және сақ болатынын айтады. Сондықтан ол оған қолынан келгеннің бәрін жасауды бұйырады және олар бір-бірін Рождество мерекесімен құттықтайды. Содан кейін ол оған деген сезімін мойындауға тырысады. Бірақ анасы оны шақырып, үйге келуін өтінеді. Ол 1 минуттан кейін келетінін айтып, оған жымиды. Келесі күні біз олардың ғибадатханада дұға етіп жатқанын көреміз. Ол оның не қалайтынын сұрайды. Ол 1 жыл зынданда аман есен болғанын айтады. Бірақ ол ренжіп, одан неге бірдеңе тілей алмайтынын сұрайды. Қалыпты нәрсе. Содан кейін оның үндемей тұрғанын көріп, ол да солай тілегенін мойындайды. Екеуі де жақсы болашаққа үміттенеді. Ол зынданға оралып, тамаша жыл тілейді. Бірақ Люцерия оған тым сенімді болмауды бұйырады. Ал қыздар адамдарға көмектесіп, эликсирді табуды асыға күтеді. Титания лекарства табамын деп уәде береді. Синдзи мен Хаята да көп жұмыс істейтіндерін айтады. Ақырында зындандардың бүкіл әлемде 13 жыл бұрын пайда болғаны белгілі болды. Енді Кайто және оның достары олардың құпияларын зерттеуді жалғастыруда. Біз Айдаһардың жанартаудан көтеріліп келе жатқанын көреміз, ал Кайто оған қарай асығады. Бүгінге бәрі осы. Егер сіз келесі бөлімді тыңдағыңыз келсе, келесі бөлімге түсініктеме беріңіз. Біз мұны осы видео 10 000 лайк жинағаннан кейін жасаймыз. Сонымен қатар, түсініктемелерде қай кейіпкерді жақсы көретініңізді айтыңыз және көргеніңіз үшін рахмет. Балалар, сіз ең жақсысыз.